қателесуім мүмкін 100%. Бірақ мен ойымша серіктестен гөрі лучше команда жинаған дұрыс сияқты. Анда қазір әзіл бар ғой, тоже бірде келсе мен жұмыстан шығамын, жоқ деп шанда бүткіл енді қазіргі жастағылар ше. Мынау рас ше. Роптарын алып кетіп қалған, 2 ропын алып кетіп қалған. Отдел маркетингісін алып кеткен, бір алып кеткен, просто командасы жоқ, прикинь. Менде мықты аналитикалық қабілеттерде, анау ештеңе де жоқ менде. Менде жалғыз-ақ қабілет бар. Мен кімді қайқа қалай жұмыс ету керек екендігін білемін деп айтты. Бірінші HR-да жұмысқа алу деген. Жоқ. Сіз оған қарсысыз, HR ақша алып келмейтін адам. Ассалаумағалейкум, құрметті оқырмандар. Біздің кезекті подкастымыз. Бүгін подкастта 2 тақырыпты қозғаймыз. Біріншісі серіктестік мәселесі. Яғни сіз кәсіп ашып жатқан кезде қасыңызда бір досыңызбен, бауырыңызбен, әйеліңізбен кәсіп бастауыңыз мүмкін. Қорқыныштысы әйелмен кәсіп бастаған кісілердің Бұл жерді кесіп тастаңыз деп қойсаңыз. Сразу болды подкаст отмена деп. Андай кәсіп бастаған кісілердің, әйелмен кәсіп бастаған кісілердің 90% мен білген кісілердің ажырасуға дейін барған, сосын қайтқан ғой артқа. То есть отбасы біздің кәсібімізден маңызды деп, либо әйел, либо күйеу кәсіптен шыққанда былай. Негізі өте қиын нәрсе. Осы кәсіптегі партнер мәселесі серіктестіктегі қалай болады, қалай тек қана болған жөн деген партнер мәселе. Одан кейін екіншісі мамандарды жұмысқа алу мәселесіне бір қысқаша тоқталып өтетініміз бар. Ұстаз? Мен бастай береміз ба? Иә. Бисмилла. Есімім Әбдіқайыр Мадилов Жұматаев, исламтанушы, PhD докторант, кәсіпкер. Так, біз бұның алдында тағы бір подкаст жүргізгенбіз, негізі түсіргенбіз. Біз алғашқы бизнес бастап жатқан кісілерге арналған подкаст түсірдік. Қазір біздің талқылап жатқан тақырыбымыз серіктестер. Серіктестер таңдау мәселесі. Бағана Оскар Хартман мен Гейтельманның подкастын қарап отырған кезде как раз осы мәселе талқыланып кетті. Әртүрлі елдермен енді ол кісі серіктестік етіп жұмыс жасап көрген ғой. Қандай ерекшеліктер байқадыңыздар десе, немістер мен жапондықтар өте ұзақ таңдайды дейді партнерді. Жылдап жүреді дейді өзіне партнер таңдау үшін. Бір таңдап сенімен партнер болды ма, бітті почти на всю жизнь, өмірдің соңына дейін жаңағыдай партнер болып өтеді дейді. Бір-біріне өте андай адал болады дейді. Тіпті сен бір бизнесің жүрмей жатса, айналмай жатса, басқа қалып жатса да, сені тастамайды дейді. Өте лояльны партнерлар болады дейді. Кәдімгі біздегі үйлену сияқты дейді. Бірақ айтайын жатсың бір нәрсе? Германияда көп кәсіптер андай клановый, отбасылық қарым-қатынаспен құралады. Мысалға, мен маманды жұмысқа аламын, маман бізде жұмыс жасайды, іскерлік қабілеттілігімен жұмысқа кіреді, бірақ одан кейін оның қабілеттілігі төмендеп кететін болса да, ол менің отбасы мүшесі ретінде мен оны дамытуға тырысамын. Бәсекелестік емес, то есть мен де жұмыс жасайды, жұмыстан шығарып жіберемін, өйткені ол жұмыс жасай алмай жатыр деген мәселе жоқ оларда. Басым бөлік компанияларында солай. Соны айтқым келгені, бізде де көбісі ең алғашқы серіктестігін солай таңдайды ғой, көбіне. Яғни мен өмір бойына осымен партнер болып өтем деген сияқты сондай бір немен келеді да. Мен ондай кезде сразу айтамын, ол сенің әйелің емес дейді. Серіктес ол шынымен де әйелің емес. Енді қай жақ, бірақ Қазақстанда олайнан серіктесті таңдап, онымен алып кетіп, соңына дейін көтеріліп кету өте қиын. Бизнесмен деген бір кино бар. Ол жақта дәл осы мәселе көрсетіледі как раз таки. Өйткені иерархия болып жатса, егер сен айлық беріп жатсаң, басқа бір жөн екен. Бірақ ортақ іс үшін сен ғана жүгіріп жүргендей көрініп қалған кезінде бәрібір де көбінше серіктестік тарай бастайды. Мен ең алғашқы бизнес кеңесімде осы болған. Жақында рилс жазамын, кстати, осыған байланысты. Бизнес бастағанбыз ғой, біз студент кезде жігіттермен 7 адам жиналып алғанбыз ғой. Достар ғой, просто бірге жүрген группалас достар да. Сонымен ой бизнес жасаймыз, үйтеміз, бүйтеміз, пәлен қыламыз, түген қыламыз, сайт жасаймыз дедік қой. Мен есімде жоқ, сол кезде бір темалар болып жүр. Содан мамам айтты, мамам біраз мен алғашқы инвестор мама болған. Парфюммен айналысып бастаған кезде алғашқы болып маған жаңа инвестиция салған мама болғанда. И сол кісі айтты, пәленше деген тәтеңе бар. Таныс па, тәтеміз бар да, екеуміздің ортақ. Соған бар, сол біраз жыл болды кәсіппен айналысып жүргеніне, сол саған айтады, не қылады деп. Сонымен кездесіп қалып ол кісіден сұраймын ғой. Осында біз бизнес бастап жатырмыз деп, ол кісі интерес білдірді. Қандай бизнес, қалай, не, барлығын сұрап айтып қалғаннан кейін барып айтты.
Әбдіқайыр, бір бизнес үшін 2 адам уже көп деді. Қаяқтағы 7 адам. Сондықтан қолдан келсе, негізі қолдан келсе, ағылшын тілінде оны солонтерпренер деп айтады. Ол деген жеке бизнес жасайтын адам. Қолдан келсе, жеке өзің жасай алсаң, басқалардан да серіктес ретінде емес, басқа адамдар болады, бірақ сен басқа адамдарды мысал ретінде әріптес ретінде аласың, яғни оларға айлық беріп аласың, жұмысқа аласың. Сөйтіп бастай алсаң, сол жақсы. Өйткені доляны беруге асықпау керек қой. Мүлдем доля беруге асықпау керек. Бізде қазір қайтетсе доля таратуға асығады ғой. Өте қиын нәрсе. Қолдан келгенше доля бермей, тіпті инвесторға да доля бермей, қолдан келсе өзіңнің ақшаларыңмен деген сияқты. Сөйтіп бастаған әлдеқайда абыройлырақ негізі. Менің түсінігімде. Өйткені адам қиын. Сен білмейсің ертең қалай не болатындығын. Білмейсің. Қолдан келсе негізі партнер болмаған жақсы. Егер де болады ма, онда ол сені толықтыру керек. Мысалы ретінде бір адам беріп, идеальный руководитель адзызда жазады ғой. Идеальный адам жоқ. Сәйкесінше сенің қасында біреу болу керек. Бірақ ол кім болады? Партнер болу міндетті ме или именно 50% долясы бар? Жоқ әлде сен оған онда бір 150 мың теңге, 300 мың теңге бір айлық бергенің дұрыс па? 100% айлық бергенің дұрыс. Чем не бергеннен гөрі, доля бергеннен гөрі. Өйткені сен білмейсің қай масштабқа дейін кетіп қалатындығыңды. Особенно егер де сенің бизнесің жақсы деңгейде болса. Сондықтан қолдан келсе негізінде менің позициям ғой енді, менің ғана позициям. Мен қателесуім мүмкін 100%. Бірақ мен ойымша серіктестен гөрі лучше команда жинаған дұрыс сияқты көрінеді. Сіз не дейсіз? Күшті екен, интервью беріп отқан сияқты отырмын бар ғой, жұмыс сөзін білмейсіздер, қандай рахатына. 50-50, яғни мен өзімді жалғыз кәсіп істей алатын адам ретінде көрмеймін. Сол үшін менің қасымда бір серіктестік болу керек деп ойлаймын. Неге? Өйткені қайтадан мен жаңағы қатты асығыс әрекеттер жасап қоямын, сондай да, енді темпераментім темшет. Мен андай ғой, ойланып жүргенше лучше жасап қадаласаған тиімдірек деген принцип ұстанатын адаммын ғой. Ал белгілі бір дәрежеде жаман да. Екінші момент, мен өзіме ұнайтын нәрселердің бірі, қолымнан келетін нәрселердің бірі ол менеджмент, команданы басқару, немесе мотивация, стимуляция деген сияқты, жұмысты қабылдау, жұмыстан шығару. Бірақ мен тағы да ақсайтын жерлерімнің бірі есеп. Бағана айтқандай мен өмір розовый очкимен жүрмін, бірақ есептей алмаймын деген де сөз емес, есептейсің ғой, бір базалық нәрселерді бәрі бір бәрібір есептейтін адам ол подводный камни да көріп тұрады ғой, бір арнайы бір адамдар бар, именно цифрға жақсы адамдар бар. Сондайлар мені жақсы толықтырады деген сияқты моменттер бар да. Немесе мен бірдеңке жаңағыдай командаға жақсы болуым мүмкін, бірақ кей кезде қара жұмысқа мықты емеспін да қатты. Бұл қайтадан бұл жерден қара жұмыскер ала салуың мүмкін деген сияқты момент. Оны айтып жатқан жоқпын. Қара жұмысқа мықты деген сол жақта жүріп басында бәрібір сен белгілі бір дәрежеде келе сап бірден әрбір позицияға бір адам қойып тастамайсың ғой. Товарды өзің қабылдау керек боласың, өзің білмеймін 1С-қа енгізу керек боласың, өзің инвент жасайсың, өзің кей кезде сатасың деген сияқты момент бар да. Сондай кезде де бір толықтыратын адам болу керек деген сияқты бір түсінік бар да. Сондықтан мен енді бір өзім істей алатын нәрсе болса, ол менің бір фишкам болса, иә жаңағыдай консалтинг бір компания ашсам, менеджменттан может мен жалғыз бастап кете алатын шығармын, бірақ бір товарный бизнеста немесе бір сондай бір мықты масштабный болашақта осындай бір масштабқа дейін барамыз деген моменттерде енді мен жалғыз шаба алмаймын деп ойлаймын изначально басынан да. Мүмкін. Анау бағанағы айтқан, өткен подкастта айтқан мотивация деген кітап бар ғой. Именно осы темаға арналған ғой. Дәл осы темаға арналған. Мен ойымша қызық болатын сияқты. Мен ол екі кітабын оқыдым, жаңа 6 гениев команды және де 5 пороков команды деген бет. Қарап шығамын. Осы соңғы айлар алдында сізді подкастқа шақырған кезімізде осы кадр мәселесін сөйлескенбіз. Тәкеңді подопытный қолжетімді звондап, Тәке ертең кешке дей салатын, енді Алла разы болсын. Мен имаммын ғой, мұтлан жоқса маған отказ беруге болмайды деп манипулер. Мен имам емеспін да. Пайғамбар саллаллаху қасында сондай кісілер болған. Бір мәселеге келген кезде пайғамбар саллаллаху айтқан сөз бар. Бұл нәрсеге мен, Әбу Бәкір және Омар иман келтіреміз деп айтқан ғой. До того, ана кісілерге уверен, шешім шығара берген. Олардың атынан шешім шығарып берген, өздері жоқ жерінде да. Хадисте дәл солай келеді. Олар өздері жоқ жерінде айтты дейді да, солай деп. До того уверен болғанда сол. Тәкеңіз оны айта сала ма, Тәке? Ертең кешке үйге келіңіз. Біздің подкасттың бірінші қонағы осы кісі болған. Сол кезде осы кадр мәселесін сөйлескенбіз. Шынымен де өте маңызды ғой. 100% ең маңызды мәселелердің бірі. Мен қазанда бір ойға келіп отырмын. Асеке раз сіздің опытыңыз көп қой, мен сізден бір кеңес сұрайыншы. Қазір мындай бір подход бар екен да. Бірінші HR-ды жұмысқа алу деген. Жоқ. Сіз оған қарсысыз, HR ақша алып келмейтін адам.
ақша алып келмейді. Ақша алып келеді ұзақ мерзімді, оған көп адам ақша төлеуге қызғанады. Бізде Қазақстанда HR-дың айлығы офис менеджердің айлығымен бірдей. Қазақстанда? Иә, өкінішке орай сондай. Негізі HR-дың айлығы ол одан 3 есе 4 есе HR жоғары деген болу керек. адамдарды сенің мекемеңе мықты кісілерді жұмысқа тартумен айналысатын кісі. Отдел кадров сияқты, бірақ отдел кадров көбірек документке жақын болса, мына жақтағы адамдар өзі басқа мекемеден жан-жақтан қызметкерлер тартатын. Шағын кәсіпте, орта кәсіпте қарсымын. Шағын мен орта кәсіпке қарсы, үлкенде үлкен бірақ ол басқа вариант жоқ сияқты уже үлкенде. Иә, ол 100% түсінікті ғой. Бірақ шағын жарайды. Басталып жатқан кезде сен и так HR-ға ақша да жоқ қой, и так түсінікті ғой. бірақ неше орта кәсіпте ше? Кәсіпкерлер андай ғой бізде Қазақстанда. Бірінші мәселен ойымда ана тұрып қалды, соны айтып жібере салайыншы. Партнер мәселесінде партнерді қашан алу керек? Мұқтаж болғанда алу керек, менің ойымша, біріншісі. Екіншісі, мен қазір айына 3 миллион теңге тауып жатырмын, партнерді қашан алам? Қашан мен ол адам маған келген кезінде мен 5 миллион теңге таба алатын болсам ғана алам. То есть олсыз мен өзім 3 миллион тауып жүрмін ба? Тағы партнермен бірге 3 миллион тауып, маған 3,5 миллион тапсам или дейсіз ғой партнерге. Ол да қызық емес. Өйткені 3 миллион тапқан тапқан адам маған 5 миллион да қызық болмай тұр. Жоқ, өзідан да бірге бір ма? Жоқ, сол сәтте ол келумен цифра 5-ке көтерілетін болса деген мәселе ғой. Келісемін. Мен осылай тура сіз айтқандай қылғам. Алғашқы немізді біздің мен өз бетіммен сатылым жасадым да, тура сіздің сөзіңізді қолдағым келіп отыр да. Сатылым жасаймыз 120 мыңға. Сосын қуалап жүріп бір кісіні көріп қаламыз да, как раз бос екен. Все, делаем, тартып өйтіп қуалап жүріп тартып алам. Біз сразу айлық табыс сол тауардан 3,5 миллионға көтеріледі. Сондай болса маған, мен ол кезде стоит, ол кезде мен 100%. Партнермен солай болу керек деп ойлаймын. Бағана мәселеде, HR мәселесінде бізде андай ғой, компанияның мамандарын мен 3-ке бөлем да. Бірінші мамандар бар, бұлар дәл қазіргі уақытта табыс алып келетін мамандар. Бұлар директордың көзіне үнемі красавчик көрінеді. Бұл маркетинг бөлімінен бастау алатындар ғой. Олар андай да, бұлардың әрекет жасайды, результат сразу тұр да. Иә. Екіншісі бар, бұлар сапа бөліміндегі адамдар. Бұлар мысалға мен берген уәдемнің кепілі болған сол адамдар ғой. Яғни сапа бөлімдегі адамдар, олар өндіруші болуы мүмкін, или болмаса сол жерде жүрген болуы мүмкін да. Үшіншісі, бұл менің қауіпсіздігімді қамтамасыз ететін мамандар. Бұлар юрист, бухгалтер, финансист деген секілді да. И осыған ұқсас мамандар. Мен осылай 3-ке бөліп қойдым. Бізде өкінішке орай Қазақстанда орта кәсіпте де, шағын кәсіпте де юрист ілініп салынып әйтеуір бір 4-5 жерде жұмыс жаса, барлық жерден 100 мың, 150 мың теңгемен әйтеуір күн көріп жүр. Негізі бір компанияда бір юрист отыру керек, егер үлкен болатын болса компания. То есть орта кәсіпте. Бухгалтерде тура солай. Өткенде бір кісілер айтып отқан 10 миллионға дейін өзің жүргізе берсең болады деп. Иә, болады, бірақ 100 мың теңгелік жұмысты, яғни сондай бір жұмыстар бар, сен оны 100 мың теңгемен шеше аласың, бірақ неге сен оны 100 мың теңгемен шешпей өзің істеп жүрсің да? Әлде сенің уақытыңның құны 100 мың теңге болды ма деген мәселе да. Мен сол себепті 3 миллион теңге болса да, оны бухгалтер істеу керек па, бухгалтер жасау керек деп есептеймін. Басында аутсорста да бола береді дейсіз ғой. Иә, 100 мың теңгеге майда бизнестің барлығы аутсорста ғой. Солай істеуін. Одан кейін бағана HR маман ол өндірістегі сапа бөліміне кіреді, шыдамайды оған. Просто қазір алып алады. HR келеді. Яғни басшы шыдамайды ма? Оны ақшасы төлеп отыр ма? Басшы шыдамайды. Басшы HR-дың нәтижесі кемі 6 айдан кейін көрінеді. Ол бірден результат бермейді. 6 айдан кейін. Онда мәселе сапалы HR-лардың Қазақстандағы тапшылығы мәселесі сияқты ғой, мен ойымша сіздің көзқарасыңыздан жауап бар. Өйткені енді мысалға мен көріп жүрген HR-лар, мен енді бір-екі үлкен HR-мен жолығып қалдым да. Оның алдында бұл нәрсені бір подкасттардың біреуінен естігенбіз. Жаңа үлкендеу HR-лардың біреуін жолығып қалған соң мен бұл позицияға қарата жақындай бастағам. Өйткені human resource деп не қылады ғой енді олар. Иә, яғни супер кісілерді тартып алып келгенін көрдім да. Өте мықты кісілерді. Енді хантит етуге болмайды. Кеше Мұрат Лариб айтқан секілді. Хантит ету деген сөз біреудің мықты қызметкерін көбірек ақша беріп тартып алып кету да, жұлып алып кету. Неге болмайды? Өйткені мұсылман өзіне қаламаған нәрседен басқа мұсылманға қаламау керек дейді да. Ол да не қылу керек қой, ұстап қалу керек қой, бұл бәсеке ғой. Иә, бәсеке ғой. Бірақ
по-любому мысал ретінде 20 жерден бәсеке бола берсін, сіздің директор мысал ретінде мен оған егерде 10x айлық ұсынатын болсам, скорее всего ол бәрібір де екі ойланып қалады. Я болмаса енді сіз үлкен айлық ұсына алатын шығарсыз бәлкім, көп мекеме ұсына алмайды. Оның үстіне сіз бір директорды қалыптастыру үшін қанша уақыт кетеді ол піскенге дейін. Например, в среднем орта есеппен бір кадр пісіп бір мекеменің ішіне кіріп кеткенге дейін қанша уақыт жарты кетеді ғой, кем деген жарты жыл кетеді. Алғашқы 90 күн топтар үшін ол мысалы өте жоғары деңгейдегі опытный кісілер үшін. Ал бірақ егер сен жаста алып отқан болатын болсаң, немесе ол младший сотрудник болса, немесе басқа болса, кемінде жарты жылдан 2 жылға дейін уақыт кетеді. И ол сенің бүкіл ішкі кухняңды біледі, басаңды біледі, бүкіл сен цифрларыңды біледі. И соның барлығын қамтамасыз етіп отқан кезінде біреу келеді де оны қанша уақыт қалыптастырдың, сен оны күш салдың, протоколдарын қалыптастырдың, сен оның тараптарын анықтадың, сөйтіп келіп енді ғана өсіріп осыған бір позицияны берейін деп жатқан кезінде бір көбірек айлық беріп жұлып алып кетсе, негізі өте больно. Мен білмеймін, мен сізден қажет етті ма, адамына етпеді ма, өйткені мен басымнан өтті да. Бізден өте қиын нәрсе. Ол значит ключевой позицияда болмаған болып тұр ғой. Сіз мысалы ретінде ол кетіп қалғаннан кейін қанша жоғалттыңыз? Мен сезбедім. Значит ключевой позицияда емес. Көбіне хантить етіп алып кеткен адамдар енді былай андай бір кассирді біреуді хантить етпейді ғой 100%, топтарды хантить етеді ғой. Топтарды хантить етіп оларды алып кеткен кезде сен бизнесің қирайды, по идее. Мен жақында ғана сондай бір кісімен жұмыс жасадым. Жоқ, ол қираса ол жүйеленбеген бизнес қой. Не всегда. Ана кісі кәдімгідей продакшны бар да, и біз ол кісімен жұмыс жасау үшін 5 миллион беріп жатырмық. 5 миллион беріп жұмыс жасайын деп жатырмық. И біз сондай ыңғайсыз уақытта кіріп қалдық. Енді біз жұмыс бастайын деп жатқан кезде ана кісіні адамдар хантить етіп кеткен ғой. Прикинь, командасын просто алып кетіп қалған ғой адамдар. Роптарын алып кетіп қалған, 2 ропын алып кетіп қалған. Отдел маркетингісін алып кеткен, бір алып кеткен, просто командасы жоқ, прикинь. Қысқасын айтқым келгені, осы ключевой сотрудниктерін алып кеткен да ана кісінің. Итого біз анау неден жобадан шығып кеттік обратно. То есть біз уже беріп тұрған жерімізден обратно шығып кеттік та. И тура солайынан одан мысалы ретінде ол ғана ключевой нелермен жұмыс жасайды да көбіне. Бірнешеуін ғана алады. И біз шыққан сияқты явно одан тағы да бір 2-3 клиент шықты ғой. И все. Ананың қолындағы бір клиенті не ғой? Айтпай ақ қойын, айтсам түсінікті болып қалатын сияқты ойымша. В общем, обороты 100 миллиард па сондай. То есть үлкен клиенттен айырылып жатыр да кәдімгідей. Сондықтан хантить ету кәдімгідей бизнесті өлтіріп тастауы мүмкін да негізі. Мен оны былай түсінемін да, хантить етілді ма, ол жерде басшыда қате ғой. Мысалы менен сіз менің маманды алып қойып жатсыз ба? Демек ол жерде менің әлсіздігімді. Бұны мен былай түсінемін. Бұл нәрсе мені пісіреді. Мысалы біздің компанияға келген адамдар, мен өзім жанкүйдеретін 2-ақ жобам бар. Сол 2 жобамда не қылам, қалған жерлерде маған маңызды емес, ол жақта мен цифраларға ғана қараймын болды. Енді қарайсың ғой, қоғамға зиян алып келмеу керек, салға төленген болу керек, мен сатып отқан продукты бандай біреудің денсаулығынан айырып қоймау керек деген сияқты, енді шариғи нормалармен. Бірақ ол жақта мен қатты не қылмаймын. Мына жақта алып кетті, бірақ алып кеткенде тұрмысқа шығып кетті ғой. Бұл жақтама хантить етуге десең бұл нәрсе менде болған. Менде сондай бір ключевой сотрудник просто тұрмысқа шығып кеткен соң, просто жұмыстан шығып кеткен. Енді обидно, бірақ ол кісі үшін қуанасың да. Хантить ету басқа тема да. Ол жерде мен мына нәрсені түсіндім да. Демек, мен компаниямдағы мамандарға әлі идеяны сіңдіре алмаппын деген. Компания үшін әлі олар толағанда жанкүйер бола алмапты деген мәселе болды да. Жоқ, ол басқа компанияға кетіп қалды, ол тұрмысқа шығу, ол кісіге арнап айтып отқан жоқпын. Жалпы егер менен кетіп қалса, идеяны сіңіріп тұрмысқа бермей қойғансың ба? Менен кетіп қалса бір маман алып кетсе, мен оны былай түсіндіремін. Әлі оны мен толық жанкүйер ете алмаппын. Демек, мен жұмыс жасауым керек, мен мықты болуым керек деген мәселеде. Бұл мені пісіреді, білмеймін енді кім қалай реакция білдіреді. 100% мен сізбен келісемін. Бұл жаңағыдай сізден алып кеткен кезде мен норма санап тұрғаным ғой қазір. Әлсізсің ба, значит, саған нарықта орын жоқ. Саған маман болу керек лучше бар. Бандай, бізде бір досымыз бар. Бәрі намазхан емес, бәрі тақуа емес дейсіз ғой енді. Жоқ, енді айтқан мораль жоқ деп ұратындар да бар. Айтқым келгені яғни сен алып кетсе жаңағыда айтасың енді, бірақ сен алып кетпеуге тырысуың керек те, өйткені ана кісіге кәдімгідей больно ғой. Негізі. Өкінішке орай сезіне алмаймын.
енді ол үшін иә Егер шариғатта ол бұл тыйым жерде дәл салынған осылай болса, айтылды, просто ол жерде дәл осылай айтылды. егер шариғатта тыйым салынған болса, мен оған амал етемін. Шариғатта тыйым салу мәселесі емес, мораль мәселесі ғой. Онда Бағанағы жерде дәл осы әңгіме айтылды. Тоже біреу тұрып, мен HR агентствода жұмыс жасаймын, біз постоянно хантить етумен айналысамыз. Сосын сұрап отыр, сен хантить етті ма, алып кетті ма, топтарында болды ма ондай? Жоқ болған жоқ. Онда сен түсіне алмайсың, мен саған түсіндіре алмаймын дейді. Ол басыңнан келмейінше. Менде осындай болған. Бір рет пейнтболға баратырмыз бір кісілермен. Мен араларында ең опытныймын. Пейнтболға мен сол кезде мысалы 4 рет па 5 рет па барған екенмін. Барлығын алып баратырмын. Кеттік, үйтейік бүйтейік, ананы істейміз, мынаны істейміз деп. Ойымда ештеңе жоқ қой. Содан баршқан кезде біреулер айтып қояды, давайте басқа атпайық, бастан ауырады өйткені. Мен айтамын, ей, ең кайф сол кәдімгі шығып бара жатқан, тыңқ атсаң кәдімгі күшті, айызың қанады деп. Жаспын ғой енді, кішкентайым ғой. Бардық. Сөйтсек, қарсы командадағы кісі соборда істейді екен да. 12-0 ма бір нәрсе болдық сол күні ше, бір шамамен. Аналардың енді датаво кәдімгідей ашынып кеткен соң бір моментте еще соның біреуінде бүйтіп былайынан шыққан кезімде мына жерден тиеді ғой, тыңқ еткізіп ойбай деп жата қалғансың ғой. Енді кейбір мәселелер бар, сен оны басыңа тимейінше түсінбейсің. пейнтбол сияқты ма? Сондықтан мен сода оған дейін мен де отырғанмын, басқа тисе ештеңе қалмайды деп, сонымен одан кейін айтатынмын, жігіттер басқа атпайық. Және менде андай нәрсе бар, бір жағынан мамандарға сенем, но екінші вариантты да ұстап жүруге тырысамын. То есть мен ойымда да, мен всегда андай болады, адам болғаннан кейін бұлар өліп қалуы мүмкін деген нәрсе болады да. Маман ол бүгін жатты, ертең азанда тұрмай қалуы мүмкін да. Мен оны бандай бір басқа жаққа алып кетіп қалады, ертең мені тастап кетеді, сатып кетеді деген нәрсе жоқ. Егер ондай күмән болатын болса, ол адам мен сразу жұмыстан шығарамын. Ондай күмәнмен мен ол адаммен жұмыс жасамын, өйткені мен қарым-қатынас құра алмаймын. Менде компанияда қарым-қатынас ол бәсекелестік емес, ол адвократиялық емес, ол менде клановый. Ол маған жақын болады, мен оны өсіремін, мен көз алдымда өседі да. И мен өсіру үшін де уақыт керек. Ол адамды өзіме жақын тартуым үшін сынама кезеңдер болады, 1 жыл, 1,5 жыл деген мәселе. Одан кейін барып көрінген адамға бауыр боламыз, болды, мен сен бүгінден бастап өсірем, қасымда жүресің деп 3 айдан кейін кетіп қалса, ренжіп жүру менің қателігім. Сол үшін өліп қалса деген менде вариант болады да. Апасында край ма? Мен командаға алсам сразу өліп қалады деген ойнап алдым деп. Сол өліп қалса тағы бір запастарды, ол да өліп қалуы мүмкін, дұрыс па деп, сөйтіп 10 адам ұстап отырамын десем. Маман өліп. Жоқ, рас қой енді. Ол өліп. Бір адам өлімнің дәмін татады ғой деп шыға. Сондай вариант тұрады да, что кадр туралы естіген ең қалу. ерекше нем болды мына позиция. Жұмыс тоқтап қалмау керек қой. То есть ол жерде жоқ, ол жерде тек қана ол емес, мен де бармын. Мен өліп қалсам да жұмыс тоқтап қалмау керек деген жоқ, дұрыс. Негізі мен сіздің ойыңызды түсіндім, по идее, жаңа намазыңды соңғы намаз сияқты оқы деген сияқты позиция. жалпы позиция ғой, мен түсіндім, просто жаңа сіз айтқаныңыз күлкілі көрініп кетті. Әзілдеп отырмын ғой, жай кішкене ортада не болсын, краска болсын деп. Жоқ, дұрыс, осылай өтейік подкаст айтып, себебі интервью болып бара тұр. Көргенге ауыр да, бір адам сөйлеп отыра бергені, лучше осылай отырған. Енді тағы бір сұрақ, уже партнерствода мәселелер бар ма, айтқыңыз келетін дүниелер? Партнерствода бір мәселе бар, изначально на берегу бәрін келісіп алу деген. Ол айтпесе андай қазақылықпен. Я кейбіреуі ренжуі мүмкін. Менде мынандай бір ситуация болған. Бір ретте бір таныстарым келеді, ақша сұрайды. Мен жоқ деп қайта жүремін. Сөйтіп ол енді уайымдайсың, бауырларым, біреу ағам, біреу інім, бұрыннан танитын. Жатақханада бірге тұрған. Сөйтіп ақша жоқ, звондаймын, бірнеше күннен таптыңдар ма деймін. Оның біреуінің анасы ауырады, біреуінің әкесі анасында да рак бар деген сияқты бір әйтеуір. Сонымен таптыңдар ма деймін, жоқ дейді. Онда мен тұра тұрып бір басшымнан сұрап берейін деймін. Сөйтіп болды дейді, басшыма барып айтамын. Осындай бір бауырларым бар еді, қарыз бере тұрайық, компанияда болса деген сияқты. Сосын айтады, ол енді кәсіпкер ғой, әбден күйіп неткен ғой, лақтырып кетсе не істейсің дейді. Мен от аламын әр жерде, қалай, в смысле лақтырып кеткенде. Бауырларыма күмәнданып тұрсың ба не деген сияқты да. Жүріп қой, керек болса осы жақта өзім ақ қойып беремін деймін. Қашып кетпеймін ғой деп, нотариально деген сияқты. Сөйтіп соңында не керек, өзім қойып бердім деп қойып кетсең ғой. Өзім қойып бердім расымен де. Соңында екеуінен де қайтпады. Айтайын дегенім, қайыр күнде бір видео көргем. Ана нелер болады ма? Бизнесті бастағаны туралы жол болады ғой. Сол сияқты бүйтіп. Алғашында менде түк болған жоқ дейді. Сосын барып мен машинамды салдым да, сосын ақшаны Wildberriesке салдым. Енді менде машина жоқ дейді.
айтайын дегенім андай сол жерде енді маған анда бауырларың лақтырып кетсеші деген кезде енді менде бір андай не туындайды да андай сонда не доверие жоқ па не деген сияқты. Бірақ белгілі бір дәрежеде енді кәсіп болған соң ол жерде сіз алдында айттыңыз ғой, біз ойбай ертең бөлініп кетеміз деген оймен емес, по факту адам болғаннан кейін әртүрлі ситуация болады. Ақша жоқ кезде бәріміз щедрыймыз ғой, жаңағы сіз айтқандай пайызды да бере бересің, ой брат мынандай ғой деп. Но по факту жаңағыдай атып кетіп жатса, ол изначально келісілмеген болса, вот қызық сол кезде басталады. Ондай ситуация бізде де болған. Біз бір бизнестен қадалып 30 миллионмен бөлістік. Ол кезде де біз жазылмаған. Сол кезде кімнен қандай қарыз алып берді, сол қарызбен кетсін деген сияқты вариант болды да. Оның арасында біреуі жарты жолда қосылған, біреуі изначально келе жатыр. Еще ол қарыз жабылғаннан кейін бизнес оларда қалады деген сияқты моменттер бар да. Осы кісінің несіне қосылмадым, өйткені ол жерге бұл кісі директор болып барған еді. Может қазір сіздің серіктестеріңіз қазір көріп маған ренжитін шығар, но бірақ менде эмпат жоқ ол кісілерге, жалпы адам баласына. Бұл кісі ол жерге бұл кісі ол жерге директор болып барған еді, партнер болып бармаған еді, бірақ сонда да алды. Егер ол жерге мен барғанда, мен директормын, менде жауапкершілік, ол директорлық қана жауапкершілік. Мен кімнен қарыз алдым, жігіттер басшы сендерсіңдер ма, ана қарызды орнына қойыңдар. Болды. Ары қаратай дос болсаң достығымыз, аға болсаң ағалығымыз, қарым-қатынасымыз жалғасады деп кету керек еді негізінде. Мен қарызды алып кеттім, қарызды алып кеттім, достығымыз бұзылмау үшін ғой. Мен әлі күнге дейін жұта алмадым сол нәрсені. Қағазбен бекітілгенде негіз бұзылмаушы еді да. Деген сияқты түсіндіре алдым ба? Яғни изначально. Мен сол үшін хотя бы WhatsApp-қа бағанағы айтқан нәрсені де қағазға отыра алмасаң да. Бағанағы айтқан нәрсені де жасаса бұзылмайтын еді, өйткені адами нормаға салсаң да сен біреуді директор етіп алып отырсың, компанияң минусқа кіріп отыр, директор сен үшін тапить етіп біреуден 5 миллион теңге қарыз алған, барым сол қарызыңды өзің жаба сал деп айту, енді білмеймін, ол сөзді айту үшін настолько мына жақта. Сіз осының директор болған кезде доляда емес пе не? Доляда емессіз ба? Жоқ, болды бір майда шүйде пайыз, бірақ ол қайтадан ол долядан бір жарым жылда ол 1 теңге алып көрген жоқпын деген сияқты. Бірақ өзің жинаған ақшасын салып. Керісінше өзім де салдым, аяқтан таныстардан алып бердім деген сияқты. Одан кейін спасательсің ғой десең ба? Одан кейінгі момент папаны кешірмеген ем ол. Біреуге бірдеңе дәлелдегім келіп отыр десеңші. Одан кейінгі бөлінгеннен кейін ана кәсіп ары қарай қалды ғой, онлайн күйінде өтті. Ол қазір де ақша келіп жатыр, бірақ мен ол жақтан да алмадым да. Бірақ бұл жақта сол енді оны қазір енді уже разбираться ету қиын ол. Айтайын дегенім сол қағаз негізі керек. Изначально қағаз біз қазір алдында енді автозапчасть бастадық. Құранда бекерге айтпады ғой, жазыңдар деп. Автозапчасть бастадық. Ол жақта да жаңа Абылхан деген партнеріміз бар, ортада Қанат деген үшеуміз барымыз бар ғой. Абылхан екеуміз кәдімгі 2%-ға спорт етіп тұрған, әлі бизнес басталмаған. Қалай сонда? Жоқ 2% емес, 10 ба 12 ма? Сосын айтады, енді біреуде бәрібір көбірек болу керек қой дейді да, әмір ретінде болды, 1% көбірек болсын да, 10% емес қой деп. Соңында ана Қанат жүгіріп жүрген, ағалар менің пайызымды да бүйтіп бөліп алыңыздаршы деп. Сосын айтып жатырмын, ол андай бұл жерде бір ерегесуіне емес, просто қазір наберу. Керісінше осы жақсы. Анау жаңа Патрик Ленсионеда 5 порог команды бар, соның ішіндегі енді бір порогтан шығады ғой. Ең проблеманың барлығы осылай ашық сөйлеспегеннен туады. Лучше конфликт болу керек. Орынды конфликт болу керек. Бір сені көшеге алып шығамын деген әңгіме болмау керек та. Жөнімен болу керек та. По факту. Конфликт деген осы жерде кімде айтады? Ицхак Адазист айтады, команданың, компанияның қарым-қатынастың, кез келген қарым-қатынастың бір деңгейден екінші деңгейге өсудің бір ғана жолы бар, ол конфликт дейді. Бірақ ол конструктивный конфликт болу керек дейді. Эмоциясыз болу керек. Андай ол үлкен проблеманы шешетін компанияның ертең бір нені алдын алып қалатын нәрсе болса, неге оны отырып сөйлеспеске? Естественно, үлкен нәрселер, майда нәрселер емес, үлкен нәрселер. Конфликт дегеніміз тағы да бұл жерде боқтасу, шаш жұлғысу деген мағынада емес, отырып пікірталаста бола беруі мүмкін деген сияқты. Ана өз аргументін айтады. Басшыларға осы жерде ескеретін нәрсе, бізде көтере алмайды осы нәрсені. Маман өзінің ақысын талап етіп келіп қалса, басшылар андай қалады, ренжіп қалады оған. Как будто ол ештеңе сұрамау керек, бұл бүйтіп берген кезде ол рахмет деп алу керек та. Сосын мамандарға да мен айтарым, қорықпай өзің пайызыңды, өзің мәселеңді сөйлесе бер. Басшы нормально қабылдау нәрсе. Бірақ енді короче, менде бір сотрудник болған. Оған уже біраз жыл болды. Андай сотрудник та. Тапсырма берсең, бұл менің міндетім емес деп айта береді ше. Не тапсырма берсең де солай. Бірінші айтқан кезде жұмыстан шығаратын адам ғой. Тапсырма жоқ, жұмыстан шығардым так-то. Өзі бір айға жетер-жетпес ғана жұмыс жасады өзі. Жоқ, ең қызығы андай да. Сен тапсырма бересің, сосын сен оны отырып түсіндіресің оның міндеттері екендігін. Немесе қалай жасалу керектігін ба? Қалай жасалу керек екендігін емес.
енді қалай жасалу керек екендігі уже ол бөлек деңгей ғой, шеберлік мәселесі ғой. Бұл жерде өзіне жауапкершілікті алғысы келмейді да, тебе береді да. Айтамын, мынау сенікі емес, мынау сенікі емес, мынау сенікі емес, мынау сенікі емес. Қайсысы сенікі өзі? Айлық сен не үшін алып жатқанды айтшы маған. Сен қазір бос отсың, сенің уақытың кетіп жатыр, мынау сенің поле деятельностьтің, мен саған тапсырма беріп жатырмын. Қай жақта? Сондықтан бұл мәселеде бір объективность сақталу керек та, бір орта жол сақталу керек та. Тым қатты андай бір өзімдікін талап етемін деп жаңағыдай бір совсем құтырып былай қарай да кетуге болмайды. Мен олай кетіп ақыр соңында дым жұмысқа іліне алмай қалып жұмыссыз қалған кісіні де танимын, менің досым бар сондай. Оны әрең дегенде қайтадан бір қызметке орналастырдық кейіннен. И в то же время андай бір сен ақың бар болса ақыңды сұрамай үндемей жүріп іштей қайнап іштей жек көрініш жинап жүре беретін де жабық конфликт. иә пассивный, ол нәрсе де керек емес, мынау да керек емес, мынау да керек емес. Просто абай атамыз айтады ғой, сен айыбың жоқ адамның алдына барып амандасудан қорқу ұят емес, ол ынжықтық деп айтады да. Бұл ынжықтық та негізі, әлсіздік. Сондықтан егер де сенің хақың бар ма, сен кәдімгідей дұрыс пікір білдіретін орның ба, эмоциясыз, басқасыз, жоқ онда мен пікірім тыңдалмайтын болса кетемін, мен сендерге ренжіп қалдым емес. Ересек адамсың ғой, кәдімгідей ашығымен спокойно отырып сөйлес, баянда оған келетін пайдалары мен зияндарын, саған келіп жатқан зияндары мен пайдаларын өзің қалай сезініп жатсың, эмоцияң не. Все, сосын ары қарата болған нәрсе болды. Бірақ мен көп айтам, сен жұмыста еркін сөйлеу үшін финансовый подушка керек. Сен 6 ай жұмыс істемесең де өмір сүре алатындығыңды білсең, кішкене сәл бостау жүресің. А егер де сен білсең, ертең жұмыстан шығып кетсең, осы айдың несінен кейін барып сен жұмысқа тұрам дегенге шейін кредитің жүріп жататындығын білген болатын болсаң, амал жоқ шыдайсың. амал жоқ шыдайсың. ана қазір әзіл бар ғой, тоже бірдеңе келсе мен жұмыстан шығамын, жоқ деп шынында бүткіл қазіргі жастағылар ше. Мынау рас ше. Мынау әңгіме шынымен рас бар ғой. Мен ғана емес, бәріміздің басымыз қосыла қалса, бір кәсіпкерлердің бастары қосылса осы проблема ғой. Қазір короче, қазір 2000-ның үстіндегілер деп қазір аяқта атака жасап жүрсің бе 2000-дықтар комментарийда? Иә, тек қана ол мәселе ол 2000-ның үстінде емес сияқты, мәселе жылдарда емес сияқты. Мәселе просто көп қызметке тұратын кісілер андай дым жұмысқа жауапкершілік таныта алмайды ше. Жұмысқа до конца жүре алмайды. Мысалға мен Тәкеңді білем, бұл кісімен егер сен ертең подкаст дедің ма сағат 3-те, бітті, бұл кісі түнмей ұйықтамайды. Ертең сағат 3-ке 15 минут қалған кезде сол жерде отыратынын білемін да. Басында миында айналып жүретін шығар. Мен де сондай адам. Жаңа да айтып отырмын, бүгін күнімді босатып тастадым деймін, андай мешать етпесін деп ше. Иә, сол мен де мысалы ретінде енді датаба машалла демеймін, бірақ енді жалпы жаман емес кісісіз де. Алла берекесін берсін, мен ең жақсы көретін бауырларым бірісіз ғой. Айтқым келгені менде де сондай бар. Мысалға мен субботаға бір кездесу қойдым ба, бітті, ол суббота вообще демалмаймын мен. Мүлдем постоянно соны ойлап жүрмін да. Жауапкершілік мәселесі ол мен 2000-нан кейінгілер басқалар демеймін. Просто жалпы негізі қоғамның арасында ол мәселе қатты төмендеп бара жатыр. Әлде біз Алматыда тұрған соң ба деп те ойлаймын кей кезде, фриланстағы адамдар болғаннан кейін ба. Ондай адамдарды бірден білемін. Машалла. И оларды жұмысқа алмаймын. Сіз қалай танисыз оларды? Қандай критерий? Маған қатты пайдалы болатын еді. Біріншісі, енді ол курста толық айтқам негізінде. Подробнее батырмасына өту керек болса өте саламыз, проблема жоқ. Жоқ, ол жерде енді жалпы курста айттым, былай да айтамыз ғой, нәрсені подкаст болғаннан кейін енді подкаст ол ақпарат беру үшін ғой. Мен бірінші қараймын, ол андай келісілген уақытқа кешігіп келді ма, келмеді ма. Бірінші осы мәселеге қараймын. Өйткені одан несіне да андай ертең сағат 3-те келіңіз деймін, ертең сағат 3:30-да келіп тұрмын, мен қабылдамаймын ол адамды. Ары қаратай сөйлеспеймін. Бірінші жаза сол оған. Ары қаратай уже басқа адамдар сөйлеседі. Бір рет андай болған, мен инвестормын, менен ақша алуға келе жатқан адам 1 сағат кешігіп келген ғой. Ақша алу үшін 1 сағат кешігіп келе жатқан адам ертең мен ақшамды қайтару үшін қанша кешігеді, Құдай біледі. Мен кетіп қалғам, сосын кейін ренжіп отыр, сіз адамның уақытын бағаламайды екенсіз деп. Ынжықтық қосылып тұр бұған. Бірінші мәселе сол, екіншісі сұхбатқа келгендегі үстіндегі киімі. Ол қымбат болуы маңызды емес. Ол үстіндегі киімде дайындықтың әсері бар ма жоқ па, соны көремін. Одан кейін бұрынғы жұмыстағы кісілермен сөйлесем. Мен сұраймын, бұрын сен жұмысында қандай, бірінші сұрақ мынау, не жұмыс істедің? Сұрақ осы. Екіншісі, қандай жұмысқа жауапты болдың? То есть
жауапты болған нәрсесі бөлек, жасаған әрекеті бөлек болып шығады көп жағдайда бізде. Ол бізде Қазақстанда енді біз консалтинг жасаймыз ғой, мен білетін 95% қазақтың мекемелерінің барлығында секретарь үй салып жүреді ғой. Бізде почти бүкіл мекемелер каша ғой. Мен не бір үлкен мекемелерде стратегиясын жаздық, несін жүйелеуге неге олай? Үнемі сондай ғой. Өйткені ол адам жауапкершілік алған жұмысына қабілетсіз. Сосын барып оны басқа жаққа қарата жіберіп жатыр дейсің. Иә, ананы жасай алмайды, ол жасай алмай жатыр. Басшылықтың көңілінен шығып жатқаннан кейін мынаған жұмсап жібереді оны. А егер ол четко, мықты, уақытылы жасайтын болса, біз ол адамды орнынан қозғалтпаймыз. Өйткені ол сол жерде тұрып бізге көбірек пайда алып келеді. Осылай анықтауға болады. Одан кейін бұрын кем дегенде 5, ол біріншісі өзінен бұрын жұмыс жасаған 5 жерді атап бере алу керек. 5 жерді атап бере алу керек. Иә, маған дейін қай жерлерде істеді. Мысалы, Қоншымбай мырзада істеді, маркетинг саласында ұстазымыз, Ескендір Бессайда істеді, менеджмент саласындағы ұстазым, менторым. Тағысын. Мен бәрімен ерінбей отырып хабарласып сұрауым керек. Оның қандай әлсіз тұстары бар, қандай мықты тұстары бар, оны маман ретінде қалай бағалайсыз, не үшін жұмыстан шығарғансыз деген мәселелерді. Бұл жерде тағы бір мәселе бар, ол жұмыстан шықты ма немесе шығардыңыз ба? Жұмыстан шықты ма немесе шығардыңыз ба деген сұрақ. Алдыңғы несі? Шығарғызды ма? Иә. Шығар жүрген или ол өзі шығып еді деген сияқты. Осындай мәселелерді көру керек. Одан кейін барып, бұл жерде вакансияда тағы бір мәселе бар. Мен кәсіпкерлерге айтатын, сұхбатқа кемі 50 адаммен сұхбаттасыз деген мәселе ше. Алғашқы кезеңде, сен қазір енді кәсіп ашып топтар жинау үшін ғой, основной ключевойлар жинау үшін ғой. Жоқ, Адам тану үшін ба? адам тану үшін. Жалпы ма? Иә, жалпы бір SMM-ге 50 адаммен сөйлесіп шық. Иә, сен алып қойған шығарсың, бірақ сонда да сен сөйлесе бер. Сен тани бастайсың адамдарды. Мысалы, күні кеше біз бір жақын дос баламызбен отырдық, клиника ашып жатыр екен. Сөйлесіп жатқан кезде андай докторлармен сөйлескен ғой. Докторлар позицияны андай басымдық, доминанттықты өз жаққа алып қойып отыр екен да. Сұрақты ол қойып жатыр екен. Нені білдіреді? Демек, ол бауырымның ең алғашқы қатесі сол вакансияға кемі бір 10-15 докторды шақырмаған. Өйткені сенде база болатын болса, андайға бізде кәсіпкерлерде ең үлкен қорқыныштардың бірі, бір адам жұмыстан шығып кетсе, как будто соны орнын жасай алатын бір адам жоқ сияқты көреді. Мысалы, менде бұрын айлық менторствоны алған кісілердің жұмысына барасың, не үшін айлық төлеп отқанын түсінбейсің ана адамға. Просто сол жерде жүріп берген үшін айлық төлеп жатыр да, оны не істеп отырсың білмейді. Жұмыстан шыға жерсең кім істейді? Көп, нарықта көп адам. Қазақстанда жоқ болса, Ресейден алдырта саласың. Өйткені нарық ұқсас, тіліміз по-любому біз орысша сөйлеп жатырмыз. Қиын емес те мәселе. То есть осындай нәрселер бар да бізде. Жауапкершілік мәселесінде жауапкершілігі жоқ адамды жұмысқа алу, разнорабочий ретінде алуға болатын шығар. Білмеймін, күшті екен, егер сіздерде ондай доступ бар болса, Ресейден немесе басқа жақтан, менде постоянно нехватка проблема бізде. Мысалы, IT мәселесінде, дизайн мәселесінде украиндық балалар жақсы жасайды. Аутсорс қой. Иә. Жоқ, ол сияқты нәрселер біз и так та штатта IT маман ұстамаймыз. Жоқ, андай алдырта салуға да жақсы да. Чем анау, мысалға, ана маманға қарағанда ананы алдыр, ол 30% разница. Мынандай нәрсе бар да, мен байқаған, біліксіз маман мен білікті маманның айлығының арасындағы разница 30%. Мысалға, онша емес жасайтын маман 200 мыңға жұмыс жасайтын болса, жақсы жасайтын маманды 260-270 мың теңгеге жұмысқа алуға болады. 30%. Күшті. Сізбен хабарласу керек екен подкасттан кейін. Маған крас бір позиция бос. Жоқ, бірақ бағанағыдай енді ол нарықтың несі сондай ғой. Өйткені жаңа таңдау көп, выбор көп, көбі оңай ақша тапқысы келеді, қиналғысы келмейді, өскісі келмейді, в долгую ойланбайды, точка басын қарамайды. Мысалы біз бұрын опыт жинау үшін деп те жүре бересің, андай, ой. Қасыңызда шайыңыз ғана Шонбайда алдында 10 жыл тегін жүргенсің. Телевидениеда жұмыс жасағансың. Көбі қазір енді андай ғой, енді жаңағы лучше тағы бір минустардың бірі, көбі ертерек көп ақша көріп қойған ғой. Байқаған мындай, ол мобилограф бірден көп бір айда 500 мың табуы мүмкін, мысалы айтып жатырмын да, бірақ в тотале алғанда оңай маңырап жүр, бірақ бір 200 мыңдық жұмыс істесең андай да. Олар көрмеген, олар естіген. Бәлкім ол да бар, иә. Бәрі деп айта алмаймын, бірақ басым бөлігі естіген. Маңызды точка екен,
иә бірақ оны маңызды отырып точка жүлік деп екен. берсең ол андай жоқ да. рас, ол өмірінде бір-ақ рет сол 500 мың тапқан болуы мүмкін, Иә. бірақ рыноктағы бағам уже 500 мың деп ойлайды да, соны ұстануға тырысады. бұл жерде ондай кісілер болатын болса, бірақ мәселе мен андай иллюзияны шешуге болады. Айлық ешқашан айлықпен өлшенбейді, айлық годовоймен өлшенеді. То есть сен тотал 12 айда қанша таптың, мәселе сода. Сен мартта 800 мың теңге таптың, бірақ қалған айлардың барлығында гүл сатып 20 мың теңгеден тауып отыр, 100 мың теңгеден тауып отырдың да. Сен ана 800 мың деп айта алмайсың орташа табысыңды. Мынау жақсы өлшем екен. Өлшем Бұл сұрақты адам өзіне қою керек сияқты ғой. Иә, ол адам өзіне қою керек. Мен жылдық қанша тауып жүрмін, мен жылдықты көтеруге тырысуым керек. Ол айлықты емес, айлық ол бірде былай, бірде былай, бірде былай. Бірақ бағана айтқандай ғой, мысалы ана жігіт бір жылда $2 миллион айлық алып жатыр да, жылдық айлығы. Сондайға көбірек, ол мен ойлаймын, сол кезде ол мықты маман болуға тырысады. Мықты мамандар айлық жұмысқа отырады, жылдық оборотқа отырады. Оборот айлық алады деген сияқты мәселелерді. Сұрақ мынандай да, қашан біз маман алуымыз керек жұмысқа? Мынау өте күшті ключевой сұрақ. Күшті сұрақ мынау. Біз жақында бір стратегия жазғанбыз. Стратегияның ішінде біз маған андай запрос болды. Маған мындай бір маман керек деді да. Ең свежий нелердің бірі, ұшырасқандарымның бірі осы темамен. Мен айтам, ол қалай деді? Маған маркетолог керек деді ол кісі. Хорошо, маркетологтардың түрі бар. Бір маркетолог бар, ол ресми мекемелермен жұмыс жасайды маркетолог бар. Бір маркетолог бар, ол әлеуметтік желілерді жүргізетін маркетолог бар. Бір маркетолог бар, холодный аудиториямен таргетте жұмыс жасайтын маркетолог бар. Бір маркетолог бар, сіздің прогревтермен жұмыс жасайтын сезонный маркетологтар бар. Қайсысы керек, қай функциялар атқару керек деп, ол кісі ойланып қалды. Бізге мындай маркетолог керек деді. Оказывается, ол кісіге маркетолог емес, ол кісіге личный брендтің маманы керек екен, оказывается. Бренд стратег керек екен да оған. Сосын біз уже басқа маман іздей бастадық. Сонда мен бір түсінгенім, бірінші мен әдетте қалай жасаймын? Мысалы ретінде біз стратегия жазған кезде просто аламыз да адамдарды қалансатын алып кетіп қаламыз. Ең абзалы, өйткені жұмыста отырып стратегия жаза алмайсыз, ол мүмкін емес. Текучка қайнап жатқан компанияда енді андай бір компаниялар болса өтірік бүйтіп жарты күн бос тұратын офистер болса жақта жаза бересің, бірақ анау қайнап жатқан компанияда жаза алмайсың да. Алып кетіп қаламыз да, сұмар біз бірінші жаңа нелерін жазамыз. Сен 10 жылдан кейін не көріп тұрсың, жаңағыдай қалай не функциялар атқару керек, не нәрсеге жетістікке жету керек, компанияның міндетіне, миссиясына прописывать етеміз, егер уақытымыз бар болса әрине, асықпай. Сосын осыған сәйкес қандай мақсаттар қоямыз, мақсаттарды анықтап аламыз. Мақсаттарды анықтап алғаннан кейін бар, осы мақсаттарға қандай адам керек екендігін анықтай бастаймыз. Біз әдетте солай жасауға тырысамыз. Енді мен білетін ең жақсы тиімді әдістердің бірі осы. Өйткені сен осылай жасаған кезде сен түсіне бастайсың, оказывается, мынау бір адам вообще бізге керегі жоқ екен да. Ал бізге керісінше қазір срочно мынандай бір қызметкер керек екен да. И мен ең жақсы көретін қиссам анау. Бір кісі не алады ғой? Ұтып алады миллиардармен бір күн өткізу деген нәрсені. Естігенсіздер ме? Айтып бердім ба? Айтып берген шығар, мен жүрген жерімде постоянно айтып жүремін оны. Жақсы көремін осы оқиғаны. Миллиардармен бір күн өткізу деген нәрсені ұтып алады. Барып келген соң резко көтеріліп кетеді да, кәдімгідей миллионер болып кетеді ана кісі. Сосын барып оқытай тамаша. Қасына достар келіп сұрайды, не үйрендің соншама, бір-ақ күн қасында жүрдің ғой деген кезде айтады да. Азана бардым, есікті қақтым, өмірде кел деп айтты, бардым. Барсам кір деп айтты дейді, кірдім. Сөйтсем галстук таңдап тұр екен дейді. 40 минут галстук таңдады дейді. Мен бәрі дайындап келген, минут бос уақыт жоқ шығар деп ойлағам дейді. Кәдімгі блокнот бәрін жазам деп келгем. 40 минут галстук таңдады дейді. Мен сәл біртүрлі болып қалдым дейді. Хорошо, шықтық, мекемеге қарай бардық. Сосын үлкен маңызды стратегиялық бір шешім қабылдау керек деп айтты дейді. Хорошо. Ана пәленшені шақырыңдаршы деп айтты дейді. Анау көмекшісі келді дейді. Көмекшісі оғанда орынбасары. Енді білмеймін, басына көмекші болған шығар, орынбасары. Келіп отырды. Сосын барып, қандай проблема деп айтады, осындай проблема деп баяндады дейді. Не істеуге болады деп өзінен сұрады дейді, жаңағы орынбасардан. Былай істеуге болады деп айтты дейді. Істеңдер деп айтты дейді. В шокемін дейді, бір ауыз үлес қосқаным жоқ дейді ана жерде. Проблема до конца түсініп те отқан жоқ екеніне сенімдімін дейді. Түстен кейін жиналыс болу керек болды дейді. Бардық, отырып. Ал бастыңдар деп айтты дейді. Столдың басына отырып алды дейді. Екі жақ қайнап отыр дейді ше. Талқылау былай да кетіп жатыр, былай да кетіп жатыр. Адамдар қырылып ана іште бір ұсыныстар жасап жатыр, басқалар жасап жатыр. Бұл қарап отыр дейді да. Бір ауыз үлесі жоқ дейді да.
арасын атып тұрады да бағанағы галстугын түзеп қояды да мықты идея деп айтады дейді да болды. Кешке қарай ужинда отырмыз, сосын екеуміз отырмыз, мен уже көңіл күйім түсіп кеткен, скорее всего бұл енді бандитизммен бір нәрсемен алған шығар, мекемесінде отырмын дейді, көңіл күйім түсіп кеткен, тамақ жеп шұқылап отырмын дейді. Ана кісі айтты дейді, мен сен не ойлап отқаныңды білемін дейді да, сен супер эффективный біреуді күткен шығарсың, менде мықты аналитикалық қабілеттерде анаудан мынау ештеңе де жоқ, менде жалғыз ақ қабілет бар, мен кімді қайға қалай жұмыс ету керек екендігін білемін деп айтты дейді да, кімді қай позицияға қою керек екендігін және қалай жұмыс ету керек екенін білемін, болды, менің басқа вообще ешқандай нем жоқ дейді да. Осыны көп байқадым ше, бір дұрыс адам кездеседі ғой, сразу тема жүреді ғой. Енді әрине ары қарата сен онымен жұмыс жасай алуың мәселесі ол бөлек, онда сенің қабілетің, сен оны дамытуың керексің. Барған сайын мен осы қабілетке қарата көбірек жұмыс жасауға тырысып жатырмын, өйткені оказывается уже кішкене жұмыс жасау әдістері өзгерген екен баяғымен салыстырған кезде. Баяғы кезеңіндегі сотрудниктердің темасы басқа екен. Мен арада анау діни салаға қатты тереңдеп кеттім да, ажырады ғой екі ара. Бизнестің арасында пауза болды менде. Қайтадан сол темаға кіріп жатқаннан кейін барып екінші уже подходымда мен қарап жатырмын, оқты, оказывается адамдар өзгерген екен негізі. Нәзіктеу болып қалған ба? Кішкене сол алдында сөйлесіп отырмыз ғой, Бәкең айтады, ұстаз сізге анау ер адам сотрудникті алсақ қалай болады? Мен бүйтіп ойланып қараймын, шынымен де маған ер адамдармен жұмыс жасау комфортнылау, сыпайылап бүйтіп отырмайсың, тікелей айта аласың да, ер адам болған соң. Яғни ашық сөйлесе аламыз да екеуміз, ер адам еркек ретінде ше. Сол сияқты мәселелер бар. Бір жағынан мәселе тек еркекте ғана емес, мәселе еркек әйел деген сөз емес. Кейбір әйелдер бар, шыны керек, 10 еркектің жұмысын істеп бере алатындай да мықты әйелдер бар. Мықты да мықтылар бар. Просто айтқым келгені, ол сенен кәдімгідей белгілі бір қабілеттер талап етеді, сен оны кәдімгідей оқуың керек. Менің алдында үйге келдіңіз ғой, тәке білесіз ғой, кітаптардың көп бөлігі почти финанстан туралы еді. Қазір менің үйімдегі кітаптардың көп бөлігі менеджмент туралы болып бара жатыр ғой. Адам басқару, адамдармен жұмыс жасау мәселесі. Өйткені мен түсініп отырмын, барған сайын просто айлық беру жеткіліксіз. Сен қанша айлық берсең де жеткіліксіз ол тема. Сен просто біз алдында мысалы мен бір сотрудник 800 мыңға шейін айлық алатын. Мықты результат көрсетті ма, какой там? Таппай қала беретінмін постоянно. Мол десе ма, бекарсың. Бәке мен не бір айлық беріп жатқанымды көрді ғой. Вообще айлық беруің, үлкен айлық өздігінен проблеманы шешпейді екен да. Сен еще менеджмент жағынан да мықты болуың керексің, еще сен лидер болуың керек екенсің да. Яғни екеуі екі бөлек нәрсе екендігін мен барған сайын тереңірек сезініп жатырмын да. Бұрыннан айтып жүрдім тілмен, бірақ қазір қатты тереңірек сезініп жатырмын ше. Лидер болу бөлек қабілеттер талап етеді, менеджер болу бөлек қабілеттер талап етеді ғой. Бір жағынан енді мен бір ключевой сотруднигін жолтып алғаннан кейін барып осыны отыр, өйткені сіз айтқандай барлығы солғандай, отдел продажда ең мықты сататын роп кетсе ропқа қоя салады ғой. Ол екеуі екі бөлек негізі. Роптың қызметі бөлек, отдел продажда сатушының қызметі бөлек деген сол мықты роп болады. Ондай нәрсе бар да. Адам өз даму кезеңі 3 кезеңнен тұрады да. Біріншісі сен уақытыңды бересің, ақша аласың. Екінші кезең бар. Өзгенің уақытын сатып алып ақша табасың. Үшінші кезең бар, ақшаңмен ақша табасың да. Қаржы сауаттылығындағы даму кезеңдері. Бірінші кезең ол бағандай маман болу да. Бұл жерде де жақсы өмір сүруге болады. Бұл жерде де бағандай бір қымбат көлік мінуге болады, гелик мінуге болады, басқа да көліктерді мінуге болады. Мәселе ода емес. Мәселе уақытыңды қымбат сата алуда, сапалы сатуда. Просто мына жерде адамдар кәсіпкерлердің түсіне алмайтын жері осы кезеңде мына периодқа өтеді. Біреудің уақытын сатып алу арқылы соның уақытымен ақша тауып жатыр да. Жұмысшы ғой енді былай айтқанда, жұмысшыны алып жатыр. Сен ол арқылы ақша тауып жатсың ба? Демек, мысалы қандай ғой, біз сүт беретін сиырымызға мейірім көрсетеміз ғой. Өйткені біз сонымен күн көріп жатқаннан кейін біз оны қараймыз, не қыламыз, базарға барған кезде де бір сапалысын сатып алуға әрекет жасаймыз ғой. Мамандар да тура солай да, енді ол бір малға теңеген емес. Олар сиырдан да төмендеп қойған. Еще олар өліп қалуы мүмкін деп ше. Жоқ, ол малға теңеу емес, просто сен сол адамдар арқылы, сен сол адамдар арқылы ақша тауып жатқаннан кейін, просто оларда андай нәрсе бар да, мамандарды мен байқайтын ішінде страх болады. Мен бұл компанияда қаншақты өсе алам деген біріншісі, екіншісі бұл компанияның өміршеңдігі қанша.
То есть мен бұл компанияға сеніп, мен ертең 10 жылдық рассрочкамен үй ала алам ба деген мәселе да. Мен бұл жерде жүріп машина ала алам ба деген сұрақтар болады өзі. Ол айта алмаса да, бірақ сондай бір несі болады да. И одан кейін оған комфортно ма деген мәселелер бар. То есть осының басшылық негізі осы сұрақтарға жауапты сөзсіз көрсетіп беру керек деп ойлаймын. Іспен жауап беру керек. 100%. Мұрат Лариба қызық кейс айтты осыған қатысты. Жаңа сіздің сөзіңіз қолдау ретінде. Бізде не басталды ғой, пандемия басталды ғой. Сол кезде олар кітап ұстады ғой, кітап ұстады, электроника ұстады. Қателеспесем, кітап ұстады негізгі бағыттары. Бірақ электроникасы да бар ғой деймін, қателеспесем. Сол кезде бізде адам кірмей ғой дейді, локдаун болды ғой. Вообще адамдар сыртқа шықпайды, в принципе. Сол кезде командада көп адамдар айтты дейді да. Біраз бөлік штатты жұмыстан шығарайық деп айтты дейді да. Яғни іштегі жаңағыдай поварлар бар, келетін адамдарға тамақ пісіретін поварлар, жаңағыдай іште жуатын нелер бар, қызметкерлер басқалар бар. Солардың біраз жұмыстан шығарайық, нені қысқарту керек деп айтты дейді да бізге. Шығындарды қысқарту керек. Айттым дейді, олар қалай өмір сүреді? Олар қалай бағады семьясын? Не істейді, қайқа барады олар қазір? Қайықтан жұмыс табады қазір, мына локдаунның кезінде? Сонымен шығармадым дейді. И пәленбай ай өзіміздің минусқа мен айлық төлеп отырдым дейді да. Қазір уже маған лояльность басқа туралы әңгіме айтып керек емес дейді. Өздері и так та түсінеді дейді олар. Өздері и так та түсінеді дейді. Ал егер де бағанағыдай жерде лақтырып жүрген болатын болсам, оларды жұмыстан шығарып жүрген болатын болсам, қиналып жатқан кезінде, онда ертең, например, мен оларды алдарынан шығып, компания сендерді тастамайды деп айтуымның мәнісі бар ма дейді да. Сондықтан жаңа сіздің айтқан сөзіңізге 100% қосыламын. Іспен көрсету керек бәрібір де. Бағана сұраққа қайтсақ. Қашан маман алу керек? Керек кезде аласың ғой десең ба. Жаңағыдай критерий ғой, ол табысты арттыратын болса, және реально бір біз алдында айтқандай ғой, бірінші алып аламыз да, сосын жұмыс тауып беруге тырысамыз. Так, сен пока емес керексің. Енді сен мынаны істей тұрсаң болады, уақытша деген сияқты емес. Біріншісі жаңа сіз айтқандай, мен тауып жатырмын, білмеймін, 1 миллион теңге мысалы, маман алсам, ол бір 1,5 миллион, хотя бы кем 2 миллион қосса, онда күшті деген сияқты. Сондай момент. Екіншісі керек кезде ғана ғой, құрдан құр жинап алып. Қазір енді біздің қателік бәрі сол ғой, жаңа команда жинап аласың, менде командада мынанша адам бар, ойбай, андай бар, мындай бар. Алдында кім Ғалымжан мырза да айтады, бір оның компаниясы андай бір фабрикаларға барады ғой, бір кішкентай ключевой нәрсесін өзгертсең, қалай бір айтты, бір күріш бүйтіп айналып келеді дейді да, бір кабинетті комнатадан екіншіге. Соны алып бұл отырды да, 2 маман шығарып, мына жақтан бір тесікті жасай салған ғой, типа, и рельспен тесіктен бүйтіп келе салады арбамен. Сол қанша миллион үнемдеді деді, бірнеше айда, бірнеше миллион, яғни андай уже сонда бір үлкен абортқа кетіп қалғанда, бұны не үшін айтып жатыр едім? Не қолым бүйтіп тұр десе. Қандай маман алу керек деген мәселеден келіп шықты ғой. Айтайын деген жаңа команда менімен мақтанады, бірақ соңында в тотале оның там бір KPI бірдеңке қойған кезде оның бір 80% жай жүргенін түсініп қаласың, немесе әрекеті бос екен деген сияқты. Сондықтан ол сол табысты арттыру керек, және де ол бір реально керек кезде алынған дұрыс шығар деп ойлаймын, маман. СБС-те оқып жүрген кезімде, оқуды бітіргенімізден кейін алған қаламын, сол жерде дипломкада отыратын болдым. Диплом беру бермеу деген не менде болды да, емтихандан. Бір күн бір жігіт келді, мақтанып бастады. Білем мен ол жігіттің несін, диплом алу үшін өтірік айтып жатыр да. Сол кезде андай нәрсе айтты да, қолымда 50 адам бар деді. 50 жұмысшым бар деді да. Мен сосын сұрадым, жақсы, күшті, керемет. Оборот қанша десем 10 миллион деді. Сосын бір адам, бір маман 200 теңге оборот жасап жатыр ма деген сұрақ болды менде. То есть ана өтірік сөйлеп жатқандығын несі да. Кейде бандай біз өтірікті дұрыс сөйлеу керек деп ойлаймын да. Өтірікті алдай білу керек қой десең. Алдама деп айтпаймын, бірақ дұрыстап алдайық деп жатыр. Сондай уағыз ба? Құрметті бауырлар. Сенетіндей ше. Просто маманда да тура солай андай бір біз өз-өзімізді да сөйтіп алдап аламыз да кейде. Маманға қатысты андай бір маманның көбеюі это не означает компанияның мықты болу керек. Сосын бағана ұстаздың айтқанында әдемі түртіп алатын нәрсе, яғни ол нақты не керектігін анықтап алушы, біз жаңа обобщенно айта саламыз, маркетолог деп. Бірақ жаңа ұстаз айтқандай, жай ол личный брендіңнің бір қадамдар, либо воронка сызып беретін ғана бір адам керек болуы мүмкін деген сияқты ғой. Сол ғой, яғни бәрібір де сен ең әуелі обязательстволарды анықтауың керек, сосын барып кадр келеді ғой негізі. Егер де обязательство түсініксіз болса, например, жұмысқа отырған кезде сен просто аласың ба, не деп айтасың, не істейсің деп айтасың, оған түсініксіз болатын болса. Сондықтан бәрібір де 10 жылдық жоспар
енді жоспар құруға негізі уақыт арнау керек та. 3 айда бір рет шығып отыру керек негізі, по идее. «Смерть от совещания» деген кітапты оқып едіңіз? Қалай? «Смерть от совещания» деген. Жоқ. «Смерть от совещания» деген кітапта осы нәрсе бар. Мекемеде бітпейтін жиындар, жиналыстарды қалай азайтамыз деген кезде санын көбейту керек дейді. Қалай десе, жиналыстардың түрлері бөліну керек дейді да. Бір жиналыс бар, стратегический, жаңа 10 жылдық нені басқаны құруға, ол 3 айда бір рет болу керек дейді да. Егер де 3 ай аралықта біреу 10 жылдық басқа мәселелер қозғап жатса, жиналыстың кезінде бұны үлкен жиналысқа деп қалдырып тастау керек дейді да. Кәдімгі жиналыстың ішінде вообще қозғамау керек дейді. Сосын бір жиналыс болу керек, ол аптасына бір рет болатын жарты сағаттық жиналыс дейді. Және күніне 5 минуттық болатын бір жиналыс болу керек деп айтады да. Енді сотрудниктер нормально болса, әлбетте. Егер де ол нәрсеге сенің сотрудниктерің ілесе алмайтын болса, негізі біраз сотрудниктерді босату керек қой негізі, по идее. Қысқасы, осылайынан сен реттеп алуың керексің да. Тура солай сен бағанағы 10 жылдық жоспарларын анықтап алғаннан кейін бар, сен уже түсіне бересің, саған қандай мамандық керек екенін, қандай маман керек, мынау болады, мынау болмайды. Мысалға, бір роль болуы мүмкін, бірақ жизненный цикл компания жаңадан басталып жатқан кәсіпке басқа мінездер керек та. Жүріп тұрған бизнесқа басқа мінездер керек. Мысалға, мен анау ключевойларым кетіп қалған кезде, жаңадан адам ала бастаған кезде, мен живой адамдарды ала бастадым. Маған сол кезде мықты сотрудник келді, бірақ андай тәртіпті, темпераменті төмен адамдар келіп жүрді да. Супер сотрудник, бірақ маған дәл қазір ол сәйкес келмейді вообще. Маған қазір жүріп пробивать ететін мінезді жігіттер керек болды да. И мен уже мінездеріне қарап ала бастадым да. Хотя мынау анаған қараған кезде шеберлік жағы сәл төмендеу болуы мүмкін. Осын курста айтқан керек. Қалай? Курста осын айтқан ғой. Андай меланхолик па немесе сангвиник, холерик. Бұл да қатты әсер етеді. 100%. Қандай адамдарды жұмысқа алу керек или қандай адамдарды не қылу керек? Жұмысқа алмау керек сұхбат кезінде. Қалай істейсіздер? Мен мындай адамдарды алмауға тырысамын жұмысқа. Бұрынғы жұмыс орнын жамандайтындар болады ғой, әлемнің барлығы жаман. Сен ғана жақсысың дейтіндер болады ғой. Автоматически вообще жоламау керек ондай кісілерге. Өйткені ол имам Шафиға айтқандай, саған біреу жамандап келсе, сен де біреуге жамандап барады. По-любому ол нәрсе. Біреуді бара жамандап битіп сөйлеп отырма, ол сен жайында да сен жоқ кезде сөйтіп сөйлейді, скорее всего. И мен бірінші қарайтыным осы. Екіншіден, бағанағы сіз асеке күшті теманы қозғадыңыз. Не позицияда болған, не жұмыс атқарған деген мәселе. Бірақ мен сәл басқаша қоямын сұрақты. Мен айтам, сен проекттағы рөлің қандай болды деп айтам бағанағыдай, және де сенің үлесің не болды деп айтам. Сен не өзгеріс алып келдің? Өйткені мен түсінуім керек, ол өлшемдермен жұмыс жасап үйренген адам ба, жоқ па? То есть негізі дұрыс адам жұмыс істемей тұрып бәрін өлшеп алады да. Қай жерде не тұрғандығын, қалай екендігін барлығын суретке түсіріп, досын түсіріп өлшеп алу керек та. Өлшенбеген нәрсені жақсарта алмайсың ғой, Петр Друкер айтқан сияқты. Өлшеп алуың керексің. Сосын барып, сен белгілі бір ключевой позицияларды таңдайсың. Мынаны өзгертуге болады, өзгерту керек немесе. Сосын барып, соларды қалай өзгертеміз, сен жоспар құрасың. Өте қарапайым негізі. Қазір айтқан кезде күрделі көрініп жатқан шығар, негізі өте қарапайым нәрсе. Мысалға, мен алдында айттым ғой, мен шығындарын тіркеп жүрген кезінде бір шығыным, тәттілердің шығыны менде 70 000-ға шығып кеткен ғой. Просто үйге қарай келе шыққан кезде мороженое сатып аласың ғой, су сатып аласың, соның шығындары айына 70 000-ға шығып кеткен. Ол нормально емес, ол дұрыс емес. Қанша тапсаң да ол нормально емес. Содан мен біріншіден үнемі тіркеп жүргендіктен оны байқадым. Сосын соны қысқарту керек деген сол бір өлшемді алдым. Сосын содан барып жоспар туындады да. Мен айттым, хорошо, енді бұны қалай қысқартуға болады? Мен үйге қарай келе шыққан кезде мен дүкенге кірмеуім керек. Мінекей жоспар шықты. Жоспар осылай шығады, дұрыс жоспар негізі. И ана кісі сондай нәрсе бар ма басында или жоқ па? Ол өлшемдермен жұмыс жасап үйренген адам ба, жоқ па? Басында қандай да бір өлшемдері жоқ болса, мүлдем, онда ол жай ауа теуіп жүрді деген сөз. Просто жүрді, айқайлаған кезде ғана келіп жүрді, и в принципе ештеңе бітірген жоқ, ештеңе үйренген жоқ, массовка просто я. Ол ондай адам мындай бір мелочь нәрселерді ары қарата аспайды ешқашан. Қалай көтеріледі ол? Оның басында мүлдем картинка да жоқ, картинканы көрейінші дегенде понимание жоқ та. Талпыныс жоқ ешқандай. Талпыныс болу керек та адамда кішкене. Андай не болып тұру керек, қандай бір өмір сүремін деп тұру керек деп. Не деп айтатын еді Марат Абділданың? Лыпылдап тұру керек деп айтатын ба еді? Рас деп айтатын бар еді? Жим. Құлпылдап тұру керек. Құлпылдап тұру керек қой адам. Жим деп. Құлпылдап кішкене анау картинаны өлшемдерді түсінуге тырысу керек та. Өлшемдер жоқ па оның басында? Мен түсінемін, просто ол айтқанды ғана орындап жүрді.
и скорее всего ол маған қарай келген кезде маған қайтадан әрбір қадамдан айтып жүруге тура келеді. Одно дело, егер ол младший сотрудник болса, мысалға позициялар болады ғой, младший просто исполняющийлар бар және топтар бар. Мен топқа ондай адамды точно алмаймын қызметке, өйткені оның басында өлшем болмаса жоспар да болмайды, жоспар болмаса нәтиже болмайды сәйкесінше. Сондықтан бірінші мен қарайтын критерияларым бірі осы басында оның өлшемдері бар ма или жоқ па. Адамшылығына қараймын, бағанадай әңгімелесіп жатыр, біреу жамандап жатқан жоқ. Екінші мен сол басында өлшемдері бар ма жоқ па, соған қарайды екенмін обычно. Идеялар бар ма? Мен қазір сұрақ қайтадан есіме түсті, алдыңғы бір подкастта қойып едіңіз ғой. Сол кезде сол қайтадан бұл жерде компания, жаңа үлкен уже жүріп тұрған компанияның сотруднигі ма, әлде топ па деген сияқты сұрақтар кетеді ғой. Бірақ қандай басталып келе жатқан, мен қазір өзім бір кәсіп бастап жатқан болса, алмайтын адамдардың бірі бағанағы мяулар ғой. Мяу дегенде жаңағыдай жаңа ұстаз айтқандай, там бірдеңкені жамандай береді, неге мынандай болды, алдыңғы басында не болып қалды десем, мынандай болып қалды, мынандай жетпей қалды, уақытым жетпей қалды деген сияқты момент. Екінші момент, көзінде оты жоқ деп айтса болатын шығар. Андай бір жаңа Мұрат Әбділданың қайтадан соған келіп қаламыз. Топ жоқ, серьезно, ол оты жоқты қайдан білсек болады деген сияқты момент бар. Ол жаңағындай өз байқалады, болды ғой, типа андай қайтадан ол енді ол жерде көп сөйлей беруі мүмкін, ойбай қырам жайым деп, бірақ по факту іс жүзінде істемеуі де мүмкін. Бірақ кейбіреу бар шынымен андай ақша екені көрінеді да, болды сіздің қасыңызда жүріп жаңа опыт жинасақ болды ғой, осындай басты проблема жоқ, мен түсініп тұрмын оны деген сияқты. Кейбіреу бар бәле болады, оты барлар бар, жоқ оны жаңа сол екі жағы бар деген, оты барлар бар. Кейбіреу маған андай нәрсе бар, интеллектуальный фон дейді ғой, яғни маған бір собеседование алдын ала бекітіледі ғой, бір күн бұрын, 2-3 күн бұрын деген сияқты. Сол кезде Шаталов айтады ау бұны, интеллектуальный фон, яғни зерттеп келгеніне де қараймын. Яғни кейбіреу бар андай фонмен келеді сразу. Бұны бізге кезінде Ескендір Бестай ұстазымыз айтатын, мен Ескендір Бестай ұстаздың өзімен де ең алғаш кездескеннің өзінде де бүткіл мен тапқан YouTube примерно курстар деген бәрін қарап шыққам ғой. Неге? Өйткені оны айтып қойған нәрсесін қайтадан барып оны сұраққа қойып отпай шандай. Оны бір ретте бізге Бақытжан Бұқарбай да келді. Бұрын неге Сманда істеп жүрген шақырдық. Сосын команда отырып сұрақ қоя бастады. Сіз бірдеңке мен ана кітабым бар, соны оқып бастайды дейді да. Осындай десе, мен осыдан бір апта бұрын пост шығардым ғой, сен көрмедің, андай нетіп отыр да, көп ренжіп отыр ана жақта. Бірақ белгілі бір дәрежеде ол кісінікі дұрыс. Өйткені ол кісі онсыз да 5 жыл бойы мұжық келген сұрақ десе, қайтадан соны қойып отырған да, ешкім қарамаған да, зерттемеген де. Ол жерден қателік, біз кішкене қараңдар деп те ескертпегенбіз ғой. Сол үшін келген кезде жаңағы интеллектуальный фонмен келе ма, келмей ма, яғни ол ары қарай жақсы істеп, ол бір көрсеткіш емес, бірақ белгілі бір дәрежеде ол жаңағы зерттеп келсе, иә мен қарап шықтым, жобамен мынандай бағытта істейді екенсіздер деген сияқты момент болса, онда нұр үстіне нұр деген сияқты. Одан кейін алдында айтқандай, андай адамдарды алмауға тырысам, рітіп жүретіндер бар ғой, ріткі сап, анау мен ана нетіп жүреді, өсек тасып, айбат команданың өзін келеді да, бытшын шығарып. Айтпаш, соларды қатты абайлау керек ше. Әдемі команда құрасың, пәленбай жыл жүріп. Оны қалай анықтаймыз ол адам ондай екендігін? Мен білмеймін соны. Қалай анықтаудың енді менің анықтауымның мен көбінше лыпылдан түсінуге тырысамын. Лыпылдап жүрсе саған, скорее всего, аяқта бір нәрсені ол білдіріп. Ол жерде де жаңа сіз айтқандай, либо лыпылдап тұрды, либо алдыңғы кейстарына қалай айтып жатыр деген моментте ғой. Яғни андай уже артық информациямен бірге беріп жатса, ол жерде на самом деле ол енді сырттай солай ғой, аға сіз ешкімді білмейсіз ғой деп өзі байқалады андай ше. Түсіндіріп жатырмын ба? Алдыңғы компания неге шыққан десе, осындай жерде, иә мен ол кісіні танимын ғой. Осындай нәрсе, ол сіз оны толықтай білмейсіз ғой, негізі былай болған деген сияқты өзі бір байқалады. Жоқ, серьезно, сондай бір жаңағы іштегі бір кухнясын ашып берсе, оның ішінде бір өсек жеткізіп жатқан сияқты моменттер болса, сондай бір критериялардан шығар. Енді алғашқы қадамдардың бірі. Екінші қадам алынғаннан кейін байқалады ғой. Ол байқаған поздно ғой. Жоқ, поздно болмайды, ол енді бір ертерек тоқтатуға тырысасың ол кезде. Жоқ, ол андай ғой, мықты басшы ондай адамды алмайды ғой жұмысқа. Енді ол қайтадан мықты андай ғой, дұрыс шешім қабылдау дұрыс әрекетке алып келеді, дұрыс әрекет дұрыс нәтижеге алып келеді, ал дұрыс нәтижеге жету үшін сен қате шешім қабылдау керексің дейді ғой. Яғни адам дұрыс шешім қабылдаудың өзін сен қате шешім қабылдау арқылы бір опытпен жиналады ғой. Сондықтан енді басында қолдан келгенше. Жоқ, мәселе сол ғой, қараңыз. Подкастта адамдар сол сізбен мен жасаған қызметті жасамау үшін қателесесің бәрібір десең, ол жақтан кішкене бір. Жоқ, андай ғой. Коэффициентті азайту керек қой. Оптималдықты. Иә, мысалға біз 10 қателік жасадық, олар подкаст көргеннен кейін олар 3 қателік жасайды да. И одан кейінгісі уже 2-ге түседі. Бірақ қателікпен адам өмір сүреді, бірақ бірінші поколение 10 жасады, екіншісі де 10, одан кейінгі де 10 емес, бірақ
біз максимал түрде 2-ге түсіріп қоюымыз керек. Онда не шығар? Анықтау жолдарын бір жаңағы сол лыпылдап тұруы, немесе алдыңғылар жайлы кейс айтуы, қалай айтып жатыр, ішіне кіріп негізі былай болған деген сияқты моменттер. Екінші момент, жаңа сіз сияқты звондап сұрап көресіз ғой, да, номерларын алып, ол қандай болған еді деп, оны бұрынғы басшыларды айтуы мүмкін да. Қандай адам еді деп. Қандай еді? Жоқ, ол жерде қандай адам еді деген кезде андай ғой, мысалға басшының өзі андай бір ренжігіш адам болатын болса, өтірік сөйлеп жүруі мүмкін да. Оған да қарау керек. То есть маман мықты болуы мүмкін да, андай маман адекватный маман жұмыстан кетті, неадекватный басшыдан кетіп қалды да. Осы жерде тағы бір айтатын нәрсеге бағана айтасыз ғой, адаммен көп нету керек деп ше, негізі сол интуиция деген енді бәрібір белгілі бір жерде опыттың бір көрсеткіші ғой, сол керек ше негізі. Онсыз оны нету үшін қайтадан өзі үшін тест ете берсе болады, жұмысында бар. Жоқ, одан бұрын не қылу керек қой, жұмысқа алатын кезде собеседование жалғыз өткізбеу керек та негізі. Ол да бар әдемі. Дұрыс адам кәдімгідей, мысал ретінде Тәкеңді собеседованиеға мысал ретінде шақыруға қуанышты болар едім, например. Сізді шақыруға қуанышты болар едім. Енді Тәкең айтқан, просто жақын жанында отқан соң айтқан ғой, қаттырақ жақсы көргендіктен емес. Хотя қаттырақ жақсы көремін деп ше. Әзіл ғой. Қысқасын айтқан кезде алдымызға бір сотрудникке отқан кезде, мысалы ретінде сіз бар болсаңыз, қанша мекеме көріп тастағанбыз, в принципе отырып плюс-минус қарауға болады, мынау қандай адам екен деген ше. Мысалы ретінде мен ойламаған сұрақты сіз қоясыз. Күшті шешім екен. Одан сіз байқамаған нәрсені анадан байқауы мүмкін деген сияқты. Мен мысалы кәсіпкерлерге кешіріңіз, аяқтап жібере салайын. Тем более собеседование бір-ақ этап болмау керек та. Собеседование бірнеше этаптан өту керек та. Саған дейінгі этапта оның мысалға мен лично енді негізі дұрыс емес шығар, бірақ мен адамның кәсіби блоктама жоқ па, соған мән беремін. Яғни оның несін көруге болады да, кәдімгі историясын көруге болады. Яғни доступный историясын көруге болады. Андай бір не емес, жеке бір нәрселер емес, ашық доступный нәрселерін мысал ретінде. Егер де мысал ретінде кәсіби айтшы мысалы ақша аударым осындай бір нәрсе алып келген кезде кәсіби жоқ деп жатқан болатын болса, мен үшін көбіне звоночек. Мен бірден жұмысқа алмай қоямын деген сөз емес, бірақ мен қарай бастаймын. Неге? Ол біреуді лақтырып кеткеннен емес па? Бір нәрседен емес па? Ол ақшаны не үшін алған изначально деген сынды. Яғни ол адам енді смотря кім, яғни жеке көмекшім болатын болса мен солай қараймын да. Ал жалпы андай бір мысалға біз ропты алдық, бізде ропта да сондай екен. Вообще оған мән берген жоқ. Не үшін қаз, өйткені ақша одан айналып өтіп отырады. Өйткені қаншама ақша одан айналып өтеді да, өйткені мен оған через кого-то қай жерге біраз негізінде нелерді ақшаларды өткіземіз да ол арқылы. Сондықтан бәрібір де ол сияқты нәрселерге мән беру керек. Сондықтан айтқым келгені бірнеше этап болу керек та. Бір этапында жаңағыдай мәселелерін қарау керек, құжаттарын, интернеттегі нелерін, жазбаларын, хотя бы позициясын, дінге деген көзқарасын, мысалы ретінде мен діни салада жұмыс жасағаннан кейін осы сияқты мысалы ретінде оның жұмысқа әсер етуі мүмкіндіктелерін, жеке өмірі өзіне, мен жеке өміріне қатысым жоқ, бірақ жұмысқа әсер етуі мүмкіндіктері болатын болса, мысалға біреу болуы мүмкін, дінді жек көретін кісі болады да. И менің тауарым, например, діни аудиторияға жұмыс жасалынады, сатылады. И діни аудиторияға жұмыс жасалған кезде дінді жек көріп отырған адам аналармен бүйтіп отыратын болса, ол менің жұмысыма кәдімгі кедергі да. Сондықтан қатысты точкалардың барлығы ана жақта мониторить етіп болып, соңында бізге қарата уже оның чисто адами собеседованиесін көретіндей деңгейге шейін келу керек та ол. Біздің қолымызда кәдімгідей, енді мен өзім көмекші болған кезде, орынбасар болған кезде бір кісі келейін деп жатады ғой, біз кәдімгі деласын басшының алдына қояды, біз кәдімгі полный деласы тұратын кәдімгідей. Оның резюмесі, қаяқта істеді, бұрынғы басшылары қалай деп жатыр, не деп жатыр, коллегалары, ақпараттар кәдімгі алдына дела қойып қоямыз да. Мына кісі келіп сөйлескен кезінде мына кісінің полный ақпараты болады мына кісі жөнінде. Негізі ол бірінші этаптан өту керек та солай. Сол кезде сіз де қай сұрақтарды қою керек екендігін білесіз, қай жерге мән беру керек екендігін білесіз. Әйтпесе резюмеде біз ең жақсы адам резюме дейміз ғой негізі. Резюме деген өтірік нәрсе ғой негізі. 80-90%-ға өтірік нәрсе да. Дела тұрса, информация айтыңыз десе, сіз жайлы ма, өзім жайлы ма деп сұрап отырамын. Ол андай ғой, түйінде менің өзімді мен мысалы қараймын. Егер мен жұмысқа дизайнер алып жатқан болсам, маркетолог алып жатқан болсам, шығармашылық жағынан маман алып жатқан болсам, оның резюмесі андай бір ақ обойға қара шрифтмен жазылған болса, ол адамды мен мүлдем жұмысқа алмаймын. Негізі жұмысқа қабылдауда сондай бір нелер бар, почтасына дейін қарайтын бар, яғни почтасына қарау, қандай шрифт қолданғанына қарау деген сияқты, соған қатысты. Бана нәрсені аяқтап тастайын. Мамандарды жұмысқа алатын кезде алу керек болмаған жұмысшылар бар. Олар ырықсыз етістікпен сөйлейтін адамдар да. Бұрынғы жұмысында болсын, жалпы кез келген сұрақта ырықсыз етістікпен бандай бір сынып қалды, жүрмей қалды,
жауапкершілігі жоқ та, ол өзінен өзі болып қалды деген сияқты мәселелерді. бағана жауапкершілік жоқты қайдан анық тастаса болады дегеннің бір несіне тоже кірді. Жоқ, ол да бар, просто ырықсыз етістікте андай ғой. Бұл адамдар өзіне шаң жұқтыртпайтын адамдар да, ырықсыз етістікпен сөйлейтін адамдар. Бұл адамдар кімдер? Бұлар есеймеген адамдар. Менталды түрде оның жасы 28-де болуы мүмкін, 35-те болуы мүмкін. Ол мықты маман болуы мүмкін, бірақ ол іскерлік қарым-қатынасқа келген кезде ол әлі неғылынбаған адам ғой, есеймеген адам. Мысалға біз подкастқа түсіріп жатқан адам, мысалға мен келдім, шырақ өшіп қалған да, и оның жауапкершілігінде осы шырақты жағып қою. Келеді, шырақ жанбай жатыр да, маған айтады, шырақ жанбай жатыр дейді. Мен не істеуім керек? Егер ол шырақты мен жағатын болсам, сен шырақшымын ба не дейсіз ғой? Жоқ, ол шырақты мысалы мен светтің несін мен қоятын болсам, сен не істеп жүрсің деген сұрақ қой бұл жерде. Ондай нәрсені бандай, ол егер менталды түрде өскен болса, оның жауапкершілігіне кіретіндігін осознансы бар адам, ол нәрсені маған дейін реттеп қояды. Маған дейін реттеп қоятын адам никогда ол андай сөз сөйлемейді. Сынып қалды, келдім, болмай жатыр екен деген, болмады деген сияқты айтпайды да. Ол болдырады, немесе алдын ала ескертеді, жалпы бір шешім тауып қояды. Мен ең ақырғы нүктем, қазір еске алып отырмын, мен обычно бір кісіні жұмысқа алмағаным дұрыс болған екен деген кездерімде не нәрсеге мән бермегенімді. Мен не нәрсеге мән бергенім точнее. Ең қарапайым способын айтпай кетіп бара жатыр екенбіз ғой. Тестовый задание беру. Тестовый задание, мен көбіне төлеймін тестовый задание орындаған кісіге. Мен төлемеймін. Иә, енді ол уже әркімнің өз несінде, просто вариант ретінде айтып жатқанымыз ғой ұстаз екеуміз. Төлеуге де болады, төлемеуге де болады. Мысалы ретінде сотрудникпен келіскенге қарата. Опять-таки мен білмеймін, қаяқтан сіздер күшті таба бересіздер ме? Маған проблема нормальный қызметкер табу, мен кәдімгі бәрін төлеп не қылып қуалап жүремін постоянно. Жақсы мамандар постоянно таппаймыз. Мен жақында да неге алдық. Сол аламан, сол бір бала қалды қайттан десей бір 10 ма келген шығар. 10 аз ғой. Сол ғой. 100 адам келу керек қой. Иә. Жоқ, рас, өте көп болу керек нелер. И тестовый задание береміз ғой. Тестовый заданиедан көбіне түсінікті болады ғой кәдімгідей. Прямо түсінікті болады ше. Бекеңмен де мысалы ретінде жұмыс жасап бастаған кезде тестовый задание дұрыс жасады, все болды дедім ғой. Делаем. Бұл кісі негізімен младший сотрудник, младший көмекші алғым келген негізінде. Бұл кісінің жанында тағы бір старший көмекші болу керек болған. И бір ана кісіні старший көмекші, мына кісіні младший көмекші қылып не қыламын да, ақыр соңында Бекен ғана соңына шейін шыдап шықты ғой. Тестовый задание дегенді ашып жіберсеңіз, мысалға кофе ала кел деген сияқты. Жоқ, ондай мелочьтар любой адам істей береді ғой. Мысалға сіздің келеніп жатқан позицияңыздағы орныңыз қандай, атқаратын рөліңіз қандай, функциональный обязанности қандай сізде? Мысалы ретінде сізді мен маркетолог ретінде алып жатырмын ба? Например, сізді мен басқа госмекемелермен қарым-қатынастарды жақсарту үшін, немесе газеттер мен журналдарға, әртүрлі телеканалдарға бізді шығару үшін алып жатырмын ба сізді? Мен сізге тапсырма беремін, пәленбай жаңалықты нелерге шығар, СМИ-ларға шығар деп. Функцияңызға қарай. Егер де мысал ретінде ол әлеуметтік желі үшін келіп жатыр ма, әлеуметтік желіде мысал ретінде біздің компанияның тауарлары бүйтіп қолмен ұрған кезде сынбайтындығын көрсету керек дедім ба, оны қалай көрсет, мен айтам, видео түсір, миллион просмотр болатындай етіп түсір. Енді миллион просмотр деген гарантия бере алмайсың ғой енді. Мысал ретінде хотя бы 4 күн күніне 2 видеодан шығарып отыр, мінекей, шығара аласың ба жоқ па сен? И осыдан тестовый заданиедан барып көбіне түсінікті болады. Яғни былайша айтқан кезде іс жүзінде ғой. Қатты жүзгішпін деді ма, суға түсіріп көру керек адамды. Қатты тамақ пісіремін деді ма, тамақ пісіргізіп көру керек. Мындай пісірші деп ше. Ондай жасай алмайынша ол сөз жүзінде, не жүзінде ол айтыла береді негізі. Бағана сіз сұхбаттың кезеңдері көп болу керек дедіңіз ғой. Сол маманның ішіндегі кісілігін сындырады негізі. Кісілігін сындырады? Иә. Мысалға кеше дос балам, өзім жақын бауырым ғой енді досым. Сол маманды жұмысқа алып жатырмын дейді, клиникаға сынып тұрған ғой, ана жерде бандай бір мен ғана мықты маманмын, Қазақстанда нарықта аз деген сияқты да. Ну жарайды, әлем Қазақстанмен шектелмейді ғой, Ресейден алдырта саламыз ғой, немесе Өзбекстаннан алдырта саламыз маманды. Біздің теңгемізді оларға қара құндыректі. Мысалы ана $1000 істесе, ана $1500 алып келесің, бірақ шетелден келген доктор деп та жарнамаға тағы қосымша қосып алады. Просто сол кезде андай ғой, тікелей байқағаным өзі сөйлесіп қойған да. Бірінші сұхбат ол тест мен былай істеймін. Тестілеуден бұрын онлайн тест беремін. То есть сол задача, мысалға егер 10 сұрақ болады, сол позициясына қаратай ситуацияларды қойып беремін. Мынандай ситуация болса, қандай әрекет жасайтын едің деген сияқты.
әлі мен ол кісіні көрмегенмін өмірімде, резюмесі ғана келіп тұр қолыма, болды. Сол берген жауабына қаратай біз ол адамды онлайн сұхбатқа шақырамыз немесе шақырмаймыз. Онлайн сұхбаттан кейін тағы 2 сұхбат бар, одан кейін барып маған келеді да. Солай неше түрлі сұхбаттардың өту барысында маман түсінеді ол қаншақты серьезный жерге кіріп жатқандығын, қаншақты бұл компания маманға мән беретіндігін түсінеді да. Оған дейін осындай тікелей басшының өзімен барып сөйлессе, кейбір кісілер болады, андай розовый очкин тағып алған, сен қымбат сату керексің дейді. Енді оларды да түсінесіз. Мысалға мен SMM-нен курс сататын болсам, мен максимал түрде SMM-дерден көп ақша тауып жатқандығын айтуға тырысамын ғой. Мобилов болсам, мобиловчтарды көбірек тауып жатқандығын айтамын. Мысалы, менде кәсіпті жүйелеуге қатысты курс бар, мен соны мақтаймын. Егер сен кәсібіңді көбірек жақсы жүйелейтін болсаң, көбірек ақша табасың деген сияқты да. Мен соны естіп алғаннан кейін ол ана жерде келіп отырады да, андай бір. Оны сындыратын әрекеттер, яғни оны өзінің қалпына түсіретін нәрселер, оған дейінгі, оған жасалған қарым-қатынастар. Сен директорға кіруің үшін 2-3 адаммен сөйлесетін болсаң, бірнеше әрекет жасайтын болсаң, ол адам өзі түсінеді. Мына жақта шынымен тәртіп бар екен, жүйе бар екен. То есть бұларды мен алдап өтіп кете алмаймын, бандай қулықпен, сөзбен алдап өте алмайтындығын өзі түсініп алады да. Солай осы жерде бір ескеретін нәрсе бар, бірақ диссонанс болмау керек деген момент бар. Яғни диссонанс дегеніміз, мысалы Түркияда жүрген кезде, ең алғаш барған кезде хиджабтағы немесе паранжа киіп тұрған кісілердің темекі шегіп тұрғанын көру деген сияқты да. Олар үшін ол жай ғана ұлттық бір киім сияқты бола беруі мүмкін, көрсеткіш ол емес қой. Сол сияқты ол жаңағы қиналып бүйтіп өтті, бірақ по факту компания ішінен келген кезде бардак болса, на самом деле ондай емес болса, ол тек собеседование кезінде ғана солай қолдан жасалған бірдеңке болса деген момент бар. Жоқ, ол бардак болу нормаль. Мысалға, егер тәртіп болатын болса, ол мен үшін оны жұмысқа алатын деген мәселе да. Егер менде проблема жоқ болса, значит, мен аладым жұмысқа, менде проблема болғаннан кейін алатын ғой. Может, жоқ, бізде мынандай нәрсе болған. Екеуміз екі нәрсені айтып отырған шығармыз. Жоқ, қалай айтсам екен. Бір компанияда болдық, ол компанияда сырттай сондай позицияда бүткілі намазхан деп ойлайды. Сөйтіп келді да, и мен көзімше прям кейбіреуі там бір аптадан 2 аптадан кейін андай көрді, темекі шегіп жүргендерді де көрді, оказывается өсек айтатындар бар, боқтап сөйлейтіндер бар деген сияқты мысалы. Сөйтті да, анау мен ол ортада как раз мен намазыма ешқандай кедергі жоқ, бірдеңке деп келді. Енді по факту кедергі жоқ, бірақ сөйтсе ол ойлады бір 70-80%, оказывается ол жақта бір 5-10%-ға намазхан болып шықты деген. Сөйтіп кетіп қалғандар бар да, сол сияқты ана миында диссонанс болып қалды. Сол сияқты изначально жаңағы қиындатып неткенге, мынау деген кәдімгі мына несіне қарсы бұл корпорация сияқты ғой деп ойлап қалуы мүмкін. Ол офистіктен көрген жоқ, бірақ келгеннен кейін жаңағыдай там 5-10 сотрудникпен қатты бір офисіңді аст жақта екен деген сияқты нәрсе болып қалса да қиын деген мағына, сыртында упаковканы қатты болып кетпесін деген мағынада ғой. Ол тексермей алсын деген мағынада емес, бірақ екеулеріңіз айтып тұрғандарыңыз в принципе ортасы бар негізі. Алла разы болсын сіздерге. Тамаша подкаст болды деп ойлаймын. Осымен подкастымызды тәмамдаймыз. Егер кәсіпкерлерде, жалпы мамандарда сұрақтар болатын болса, сұрақтарды комментке жазсаңыздар, келесі қандай тақырыптарды көргіңіз келетін болса, оларды жазсаңыздар, алдағы уақытта сіздерге бір подкаст ұйымдастыруға әрекет етеміз. Осы подкасттан бір сыйлық па бірдеңке берсек қалай қарайсыздар? Айырмашылық жоқ. Любой сыйлық қой десең ба. Несіне өлшейміз, несіне қараймыз деген сұрақ. Өлшемдерді қалай істейміз? Жоқ, давайте былай қылайық. Мен комментарийға кірген кезде оқығым келер еді мынау нәрселерді. Сіз мекемеге адамдарды алған кезде қандай оқиғалар болды? Мысалға қандай бір факаптар болды, я болмаса қандай сәтсіз жұмысқа алған кездер болды, алған кезіңізге өкінген кездер, я болмаса алып шынымен мықты болып кеткен оқиғаларды жазсын. Ең мықты деген оқиғаға үшеуін таңдап алайық та, бір меломанский кәдімгі жақсы кітаптар берейік, андай сапалы, қымбат бір кітаптан. PDF форматта емес дейсіз ғой. Жоқ, PDF форматта емес, андай бір арзан не кітаптар емес, кәдімгідей сапалы, мықты бір кітап берейік. Даже былай алайық. Кітапты өзіміз таңдаймыз ба? Әркім өзі таңдасын. Сұрағына жазған нәрсесіне байланысты өзі сұрақты кітапта белгілі болатын шығар, плюс-минус. Жақсы. Келісем. Жақсы. Кітап рассрочкаға беріп үшін деп жіберіп отырмын. Келесі подкастта жүздескенше аман сау болыңыздар.